Сәлем достар, бұл Ақпен бірге шоуы. Чо там өзің пәксің ба деп жазып берем мен. Сол жан құрбым мен жігітіммен үйленіп кетті енді. Маған ұнамайды, мен күйеуімнің қыз досы болса. Қысқасы, ақшасы барлар екеумізге жаза беріңдер. Мен сені солай жігітіммен сүйісіп қойдым. Немене бәле жігіттермен жүргізсіңдер сендер? Әлеуметтік желі арқылы сталкерить ететін адамдар бар. Мен кәдімгідей жұмысыма дейін аңдып келген ситуация болды. Ешкімді таппасақ бір-бірімізге үйлене салайық. Арзанға кеттім мен десе, қалың мал 500 мың болды десе. Сол заманның адамдары керемет, қазіргідей анализ тапсырып отбасын құрды деп айта алмаймын ше. 9 нанды былай коттедж жасайды. Вдруг екі қабат болып қалса деген көлік апарады. Мен просто өзімнің 3 күндік демалысында күйеуге шығып кеттім. Сәлем достар, бұл Ақпен бірге шоуы. Сіздер енді Ақпен бірге командасын қызыл костюммен, ақ костюммен жүретін қыздар ретінде танисыздар. Бүгін сіздермен жақынырақ танысамыз деген ойдамыз. Қыздар, ендеше бір өз-өзімізді таныстырып кетейік, е? Ақбота, сенен бастайық. Мен Ақбота, есімім. Бір балам, бір күйеуім бар. Мен есімім Ботагөз. Мен коттеджім Ленгірде, шынымен. Басқаша өзім қалай таныстырарымды білмеймін. Дейміз негізі. Мен қырып кетіп атырып қайда. Мен есімі Лаура. Мен жай Лаурамын. Ештеңе дайындамаппын, кешінде. Лаураның подкасты бар айтпақшы. Лаура мен деген. Біраз адам жасай алмайтын нәрсені Лаура бір жасап жүр. Менің есімім Райхан. Бұрын емес, жалпы журналист болдым. Журналист болдым. Жаңалық іздеп жүретінмін. Қазір енді декреттемін. Үйде соска іздеймін, памперс іздеймін, туалетке баратын возможность іздеймін, күйеуімнің бос уақытын іздеймін. Солай бір бала туып, шашылып қалып отқан жайымыз бар. Сол жиналып кеп отырмын қазір. Проблемалармен бөлісеміз да сөйтіп. Мен есімім Бақтынұр. 97-02-01 40-13-05. Бұл мен иінім. Бірақ сендер ешқандай кредит аламайсыңдар, себебі мен черный списоктамын. Көп жетістікке жеткен командамыз. Біздің достығымызға биыл 10 жыл болады екен, иә? 2016-дан былай қарай есептесем, сендерден сәл ертеректен танисыңдар бір-бірлеріңді, бірақ бір команда ретінен 2016-дан 10 жыл болыпты. Мен шынымды айтайын, қыздардың арасында достыққа сенбейтінмін. Себебі мен пикми едім. Себебі мен тек жігіттермен дос болғанмын дейсің. Иә, мен жігіттермен дос болғам. Осындай пикми қыздар. Нұр, маған агушаны ашып берші. Үйтіп отырмайтын. Оның себебі бар, мен өзім ініммен бірге оқыдым да. Кластасым інім болды. Содан кейін енді анау қайда барады, соны артынан бара бересің ғой. Оның үстіне менің бір подругам болды, жан құрбым. Енді осы историямды айтайын, айтпай жүрген историямын. Сол жан құрбым мен жігітіммен үйленіп кетті енді. Қазір бақытты. Ой, үйтетін емес енді қатты. Эксклюзив десе. Мектеп кезіндегі бір кішігірім махаббаттар болады ғой енді. Бір-біріңе жүрек жіберіп жүретін. Сондай махаббаттардың бірі. Мен құрбым сол жігітке тұрмысқа шығып кетті. Содан кейін менде сәл андай сенбей қалдым да. Қыздарға. Жан құрбым. Қазір араласпайсыңдар. Жоқ. Ол кластасын, жоқ, қазір араласпаймыз. Тойына шақырды ма? Подружка невеста қылып. Да тағы ондай болса енді. Жоқ, мен айттым, бірақ давай араласа берейік, енді жігіт ортамызда. Давай араласа берейік. Үшеу болып жетпейік. Сөйтіп жүре берейік дедім Не да, деген бірақ өзіңе сенімді қызсың сен? Давай араласа берейік деген Лаураның және ана жігіттің. Лаура жігітке айтқан. Жігіт айтқан сияқты. Несі бар екен? Қарсы ма? Лаура жақсы қыз ғой деймін. Өзіңді білетін жарсың, Лаура жақсы қыз ғой деймін. Несі бар екен? сосын енді қазір бақытты, олар күшті, балалы, шағалы. Мен бақытты болсын. Жоқ, балалы, шағалы ғой қазір, иә, мен тек қана бақыт тілеймін, енді құрбым болды ғой, белгілі бір уақытта. Бірақ жоқ, сол ситуацияны, мысалы, сен құрбың болып Травмам жүрсің. болды сол. Сол сені жігітің жаңа білдің бірінші сәтте. Не болды сонда? Айқай шу. Жоқ, шашын жұлып жоқ, тастау ол кез ондай прям. Бізге сол моментін Жетінші класста оқудан шығып кеттім десе. білген кездегі реакцияң қызық болып тұр бізге. 11-ші сыныптан кейінгі оқиға ғой. Мен енді
11 сыныпты бітіріп жатқан кезде болды, ойым бәрі Алматы, тек Алматыға кету деген ой болатын. Мен өзім де ана жігітпен сәл бүйтіп жақсы деп өзіңнен бар екен ғой деп отырғансың. өзімнен бар ғой. Сосын ол екеуі бір жаққа оқуға түсті, сонымен сөйлесіп жүріп кеткен. Енді тағдыр деп айтады ол нәрсені. Сөйтіп екеуі жүріп ары қарай измена ғой ол тағдыр. үйленіп кеткен ғой енді құдай үйсіп өзі батып жүр не. Содан кейін 10 жыл өтті ғой, Лаура, уже ұмыт десең. Қыздардың арасында Жібер сен ситуацияны, жібер десең. қыздардың арасында достыққа сенбеуіңе осы содан кейін сенбей себеп қалдым. болды, иә. Мен университетте жүрген кезде сондай бір қатты араласқан жоқпын қыздармен. Жай сәлем түзу болып осылай жүретінмін. Жігіттермен араласатын көбінесе. Біз екеуміз группалас болғанда вообще араласпайтын едік қой. Мектептегіні әлде андай серьезно қабылдамау керек па? Мектепте мен де андай агенттен привет пока деп сөйлесіп жүрген жігітім келесі ана басқа құрбыммен жүріп кеткен ғой тоже екінші. Немене бәле жігіттермен жүргенсіңдер сендер? Білмеймін, мен жігітіммен андай болып айырылысқанмын. Қоңырауда ше, үлкен қоңырауда. 15 минут қоңырауда дейсің. Бүйтіп айтты ма? 7-ші асыныңдар Айхан деді ма? Кеше тырнағын алып келмеген үшін. Ол қыз қазір атақты ма, енді білмеймін, енді блогер, сондай актриса ғой, атын айтпай ақ қояйын, бірақ бір мектепте оқыды. Ойбай, атын айтпай. Мен жынымбет осындай атын айтпай ақ қояйын, бәрін атын айтайық. Жамандаев. Жоқ, енді солай тоже бір 8-ші ма 9-шы сыныпта ғой. Сосын жаңа сөйтіп сөйлесіп жүрген жігітпен мен білмеймін, бірақ ана қыз өзі маған үлкен қоңырауда келіп, мен сені солай жігітіңмен сүйісіп қойдым дейді. Ұятсыз қыз ғой, ұйықтап қалған жоқ па? Сүйісіп қалса ұйықтап қалады не? Иә, қаланың қыздары сүйісіп қояды, біз ауылда өскенбіз. Біз Астананың қаланың мектебі еді ғой. Сүйісіп қойдым дейді ғой, мен ана жерде жаңбыр жауып, вообще сондай сағыныштан күзгі бақтар деп қайтын да. Сабақтан қайтып кеттім сол күні, сол үлкен қоңыраудан кейін жаман андай Нешінші класс? 9 дедің ба? 9 или 8. 9 ерте бастаған екенсіңдер. Иә. Сөйтіп айтып, сосын сол құрбыммен мен де араласқан жоқпын содан бері. Араласпау керек қой. Сосын қазір енді былай көремін ғой, мен өмірде былай көріп қаламыз ғой. Андай енді өтіп кеткен нәрсе ғой мектепте, бірақ сонда да андай төбелесіп тұрамыз десең. тартылған деп сондай. Әр жолыққан сайын. Еще қасында күйеуің тұр ма? Жігітін тартып алған. Жігітім тартып алған деп па. Бірақ бұл қыздардың достығына сенбеймін деген сөз емес. Мен ұлдармен дос болған жоқпын, сен сияқты. Сен сияқты пикмилыққа бұрылып кеткен жоқпын десең. Жоқ, одан кейін енді сендерді тағдыр сендерді жолықтырды да маған. Сынақ қылып десең. Сынақ қылып, иә. Содан кейін мен енді қазір үлкен былай қарап тұрсаң, негізі мектеп кезінен гөрі үлкен өмірде кездестірген достықтың бағасы сәл басқашалау болады екен. Көбінесе жігіттер айтып жатады ғой, қыздардың арасында достық болмайды дейді ғой. Олар бір-бірін түбінде көре алмай қалады, түбінде үйтіп қалады, ұрсып қалады деген сияқты. Или екі жаққа тұрмысқа шығып кетеді да, сол кезде араласпай қалады деген сияқты. Құдайға шүкір, бізде 2 қыз тұрмысқа шықты, бірақ біз әлі де араласып тұрамыз. Біздің үшеуміз. Кеше ғана біздің үйде қонып шықты деп ше. Сол үшеуміздің бетсіздігіміз деп ойлаймын. Астанада 2 бар деп келіп аласың ғой десең. Ол сол кейбір қыздар ұялады шығар, үйленген жас отбасыға барып жағаласып тұрып бақсы келмейтін шығар. Содан болып тұрған да. Араласпай мақтанатын зат емес қой десең. Мысалы негізі біздің арамыздағы ең бір байланыстыратын нәрсе біздің тәрбиемізде өте үлкен ұқсастық бар деп ойлаймын. Иә, бізде содан кейін сол тәрбиеден шыққаннан, сондай ұқсас тәрбиеден шыққаннан кейін бізде жалпы андай арамызда есеппен достық жоқ та. Мысалы білмеймін енді Райхан ессіз сүйеміз бір-бірімізді білмеймін, Райхан 3 рет той жасап қойды, 3 рет бардық қой, құрсын 4-сінде бармай-ақ қойық деген сияқты нәрсе жоқ та, қарапайым мысалы. Ойланғансың ғой сен онда, мынаны айтып қойсаң. Бірақ көбінесе жігіттердің достығына сондай нәрсені мен байқаймын. Ол бір күшті дос болып сырттан көрінуі мүмкін да, қойш құрсыншы өткендегісіне бардым, қазіргісіне бармай-ақ қойын деген сияқты бір жалпылама айтып жатқан жоқпын, бәрі бірдей емес шығар, бірақ мен көрген кейстарда сондай нәрсе жігіттердің арасында өте көп екен. Санаса ма? Иә, санасады, соңына дейін қатты былай бармайды, жаным беріп деген сияқты ше. Көбінесе 2 қыз ғана құрбы болып жүреді, максимум 3, иә. Одан көп болып кетсе уже андай жай ғана топ сияқты, немесе қатты бір құрбы емес. 6 құрбының ішінде 2 күшті араласады, сондай болады ғой мысалы. Біз сондай ақбот екеуміз сөйтеміз, сендер шаманда чатымыз бар өзіміздің жеке. Крысы деген. Екеуміз ақ отырамыз. Ал бізде достықтың деңгейі бірдей де, бір-бірімізге жаным ашу. Ой, не деген күшті қыздар. О, бізден артық күшті қыз таппайды. Бұл өзімізді мақтайтын шоу десең. Сол үшін шақырдық. Енді бұл нәрсе неден шығып жатыр? Қазір енді 2 қыз тұрмысқа шықты ғой, и олар сендер көбінесе айтып жатады ғой, қыздар тұрмысқа шыққаннан кейін күйеулерінің достарымен дос болып кетеді деп. Иә, негізі, мысалы сендер Алматыдасыңдар, кездесу жағынан алсаң, біз енді күйеуімнің достарымен көбірек кездесеміз, өйткені олардың бәрі Астанада, отбасылық достар дейді ғой. Сендермен мысалы 6 айда бір кездесіп тұрмын деген сияқты ғой.
бірақ ол әсер етіп жатқан жоқ біздің достығымызға. ондай бір біздің жақын бір Ой, қандай сыр күшті бөлісуге қыздармыз деп әсер етіп айтып жатқан жоқ сияқты. Жаман нәрсе, жаман ба, жақсы ма білмеймін ол негізі. Бірақ мен бір өзім айта алмаймын, толықтай күйеуімнің жаңағы әйелдермен күнде бір чатта араласып, мәселеміз бөлісіп отырмыз, бір ЛПшка болып кеттік деп айта алмаймын ондай. Ақбота, сен де көрген ғой. жерде Бізде де сондай үлкен жиындарда, жаңа жыл тойларда ғана көріспесек, астарда дейтін болып астырда дейді. Былай бүйтіп немесе араласпайды екенбіз қатты. Мен көбінесе күйеуімді біздің неге тарта беремін. Кешірші десе. Жоқ, тартылады ғой. Негізі айтады ғой, адам өзіне ұқсас адамдар тартады және сондай ортаға түседі, және сол ортамен үнемі бір деңгейде болады дейді да. Сол менің байып кетпей жатқаныма сендер тікелей әсер ететін сияқтысыңдар деп. Өйткені бәріміз бірдей деңгейдеміз десең да, ойнап айтамын. Жалпы айтып жатқан. Айтып алып ойнап айтамын дейді, не әңгіме? Бәрібір де бір рухани тұрғыда өзімізге ұқсайтын, өзіміздің жанымызға жайлы адамдар бәрібір тартатын сияқтымыз. 10 жыл көлемінде бір-бірімізге жайлы болмасақ, бәрібір біреу шығып кететін еді ғой. Қыздар өздерінің күйеулерінің достарымен араласады дейді ғой. И бізде де жалпы қыздардың да жігіт достары бар ғой. И олар үйленіп кеткеннен кейін сендер араласып қалдыңдар ма олармен? Үйленгеннен кейінгі ол достар. ең көп жігіт досы бар. Бақыт Нұрдан сұрап көрейін. ең көп жігіт досым болған студент кезде олардың біреуі мен анда-санда қалайсың что там жолықпаймыз деп жолықпай қалып кетеміз. Біреуімен Конечно, әйелдер жүрмейді ғой. иә, әйелі кәдімгі менше шынымды айтайын бар ғой, анан әйелінен қорқам достар. Анан әйел мені ұнатпайды кәдімгідей. Неге ұнатпайды? Сонда екеуі де қосып сенімен жолыққысы келмей ма? Мысалы әйелін алып келсе, или сен типа жеке жолығайық деп айтасың. Давай машинамен қалаға шығасың ба деп жаздырсың. Түнгі қаланы аралап қайтайық десе. Сондай бетсіз болсаң. Өлә масқара. Жоқ, негізі ол Жақтырмай тұр ғой, иә. жақтырмаған да. Күйеуінің қыз досы болған. Маған қыз Маған ұнамайды, мен күйеуімнің қыз досы болса, екеуі түнгі қаланы аралап қайтайық десе. Ондай болмаған. Жоқ, мен айтайын, мен өзіме ол бала қызық емес болып кетті. Андай басқа планмен болғансың. Жоқ. Өйткені менде мұнайшы бар деді. Дәл қазір шешіп отыр, маған ол жігіт керек емес екен десең. Ойнайтам, мен шынымен жақсы араласқан 3 досым болды, жақсы араласқан. Үшеуі де үйленді, биыл соңғысы кетті. Ау? Үшеуі де кетті. Содан кейін, білмеймін, ортақ, мысалы мен қыздармен айтатын әңгімең бітпейді ғой. Олармен уже мен әңгіме айтамайды сақтым. Олар сәл бірдеңе болса, сәл біреуі болды, бір әйел туралы бірдеңе бастады. Сосын мен қоя қой дедім. Маған ұнамайды ондай әңгіме. Екінші әйел болып па? Сен Отбасылық қымыш. Ішкі ойларын бір шығаратын не болып тұрсың ғой сен сонда, иә. Сол кезде ұнамады. Сол бір әңгіме болды сондай. Бір отбасындағы жағдайды Бірақ айтқысы келді. мен ойлаймын андай жігіт пен қыз дос болса, бәрібір біреуі екіншісін ұнатады деген сөз. Көбінесе жігіттер. Болмайды. Мен де сөйтіп ойлаймын. жоқ, Үшеуін де жақсы көрсем мен жасаймын. Жоқ, менің кейстарымның бәрі сондай болғандықтан мен де сөйтіп ойлаймын. сен бір жігітпен дос болдың да, олардың бәрі сен жақсы көріп қалдың ба сонда? Ойбай. Ойбай. Мені бәрі жақсы көре береді, неге дейтін қызым. Жоқ, мысалы, мақұл айтпай. Менде мысалы мынандай Жоқ, мысалы өткенде ғана мен туған бөлем үйленді да. Туған енді өзін тойы болып жатыр, ан жақта арпалыс дегенсе қарбалас ары бері жүр. Соңында келіп өзін әйелімен мен енді келінім бола ма? Жеңгем болады менің. Інің болса қалай әйелі? Жоқ, бөле ағам. Таныстырып жатыр да, мен ағам жеңгем, мынау мен бөлем, екеуміз бірге өскенбіз деген сияқты былай тойдың сыртында былай таныстырып жатыр. Соның өзінде мен ана жерде біртүрлі болып тұрмын ше, ол маған кәдімгідей көңіл бөліп ше, міне бірге өскенбіз, Алматыдан келді тойға бірдеңе деген кезде мен ана қызға қарап тұрмын ше, осы қыз біртүрлі болып қалмасыншы деп ше, кәдімгідей ше. Бөлемнің өзіне Бөлесінен біртүрлі болып тұрса, онда қыз не то ғой? Жоқ, мен солай біртүрлі болып тұрмын да. Иә, мен солай біртүрлі болып тұрмын. Онда сенің ішіңнен не тобыр деген. Сондықтан мен жаңа үйленіп кеткен ұл достарыммен максимально мүлдем араласпауға Жоқ, тырысамын. мысалы, андай әңгіме болды ғой. Болды ма деп жатырмын да, енді достарым көп болды ғой. Мен ондай ұл достарым жігіт дос болып болмапты. ұл достарым- Бүйтіп айтатын ше саған, ей, өзім алам, Болды ғой. деген сияқты болды ғой. Болды ғой, әпшемде болды ғой. Үйлене салайық деп әзілдеп, бірақ
көзінде өйтіп- бәрібір андай бүйтіп жүрек жанып тұрады ғой сөйтіп айтатын және әлі күтіп жүрген жігіттер бар, ондай достарым бар. Бірақ енді типа айтады ғой, класстасың баяғыдан, ой ешкімге екеуміз біріміз ешкімді таппасақ бір-бірімізге үйлене салайық деген әзіл отбасылық түрінде. өмірге сондай бейжай Иә, бейжай қарайтын қарайтын сондай жігіттер бар ғой. Бар шығар барлығының ортасында деп ойлаймын, ондай тек менде ғана ма? жоқ соңғысы кетті сол Да. үйтсек ете салайық бүйтсек бүйте салайық деген Ал былай ұл достардан болса, мысалы мен жақында ғана бір ұл досымның тойына барып келдім. Кәдімгідей барып, бірақ әйелі қатты қуанышты болмады мені көргеніне. Содан кейін мен шешім қабылдадым, келестен бастап енді ешқандай ұл досым тойына бармаймын деп шештім. дұрыс қой негізі. жоқ мысалы ертең өзің тұрмысқа үшеуміз енді тұрмысқа шықпадық әлі, шыққан кезде солай шықтық па или или ондай жағдай болды ма екен бізде бұдан білмеймін, бұдан шатасуға мүмкін емес сияқты ше, бұда білмеймін ше, ішіп алсаң да шатасу ғой, жеті байың болса да шатасу мүмкін емес сияқты, жоқ білмеймін. мысалы ертең біздің тойымыз болып жатқан кезде өзімді сондай ситуацияға дәл қазір салып көріп жатырмын да. Я күйеуімнің қыз достары келіп тұрса, же мынау мен бала күннен бірге өскен құрбым деп таныстырып тұрса, сендер қандай реакция білдіресіңдер? Мен қандай реакция білдіретінін Мен әлі білмей тұрмын. спокойно болатын едім. Иә, жарайды. Келіп тұрса Ой, көке қандай керемет қызсыз. иә жарайды, бірақ бұдан кейін соңғы көргенім осы болсын деп. Иә. енді ол былай мынандай нәрсе ғой, бір сауатты түрде жақсы өзінің границасын білетін достықтар бар ғой. Өйткені менің де жігіт достарым көп десе. Жоқ, Сондай деп ойлаймын мен. мен прям андай бір ситуация болған, біздің тоже жаңағы енді достардың, мен бір өзім 3 баламен дос болған жоқпын ғой, тағы 2 қыз болды да, енді біз жалғыз өзім дос болсам ше 3 баламен. Жоқ, солардың ішінде бір қыз, енді мен кейін түсіндім оның дұрыс емес екенін, басында норм сияқты көрген, әйелдердің көзінше андай, помнишь ана біз өткенде деп айтты да. Екеуміз үнемі баратын паркымыз ше Иә. дейтін ба? Жоқ, ана әйел отыр, это біздің внутрягіміз дейді да ше, ойла, мен ананың әйелінің орнына қызғанып бердім осы жерде. алып шашын жұлып бүйтіп қағытсайтын ғой жерге. Маңдайына шеге қалу керек ондай қыздарды десе. Ана қыз үшін мен қызғанып бердім, маған біртүрлі болды. Иә, ол дұрыс емес. Біртүрлі екен. Дұрыс емес, иә. Менің ойымша енді Мен өзім постоянно істеп жүрген адам ретінде сондай заттар. жоқ, былай білесің ғой, қай жерге дейін құтты болсын деген жерден енді бітетінін ше, ары қарай оның өрбімейтін бақытты өмірді тілеп кетесің ғой ары қарай. Сондықтан білмеймін енді, әркімнің ситуациясында әртүрлі қабылдауына да байланысты болып тұр ғой. И осы жерден шығады. Көбінесе жігіттер қыздар тұрмысқа шыққаннан кейін әйелдерін өздерінің кругына қосып алу деген осыдан шығатын шығар деймін. Өйткені қыздар жайлап өзінің бұрын араласатын адамдарынан қол үзіп қалады ғой негізі. Көбінесе андай болатын сияқты, әйелі жігітінің қыз достары болған кешіріммен қарап, бір жарайды деп жақсы енді араласады ғой, граница ұстайды дейді да, а жігіттер күйеулері ондайды мүлде не істемейді ғой, 99%. Иә, болды, сен маған күйеуге тидің ба, енді сен бұрынғы подпискалары. Данияр, сен не ойлайсың деп тексердің. Осы тұста мұнайшы Данияр не ойлайды екен десе. Соның бәрін ұмытасың дейді ғой. Иә, қыз бен жігіт болғанның жүріп жүрген кезінде мен бүйтіп бұрын қарайтынмын, подпискам азая береді күннен күнге. Маған не болып жатыр деп. Бір күні кіріп қарасам, бүкіл жігіттер арасында класстастарым да бар. Бәрі блокта тұр ғой. Сөйтсем қанатқа беріп қойғам ғой енді паролімді. Ол деді маған үндемей күнде 3-4 баладан блокқа сала берген ғой. 3-4 білдіртпей. Иә, білдіртпей. Біреуді іздедім мен енді бір класстасымды ма ұмытып тұрмын да. Сөйтіп неден тауып алғам блокта. Деген бәлесің ғой сенде. Иә, сағындым. Тастаған болып тұр ғой ол. Бірдеңеге іздедім, білмеймін не затқа екенін. Сол кезде байқадым. Мен қазір ұл достарым жоқ мысалы. Енді ұл достарым же класстастарым бұрынғы кездерді еске алатын. Класстастарымнан қызғанса кезінде жүретін едім олармен. Бірақ жүрген жоқпын. Бірде бір класстасыммен. Если менің де ертең болашақ жарым, жоқ айналайын Лаура, сен араласпайсың ешкіммен де, иә, әміріңізге. Бізбен де ше. Бізбен араласпайсың десе не істейсің Лаура? Құрсын кәм. Әміріңізге құлдықпен араласпай. жігіттермен жүре береміз. Әміріңізге құлдық деген сөз ше. Тақсырым деп сөйлейді. Алдында восточный киініп билеп беремін деген болып тұр. Ахпатчам. Ахпатчам деп сөйлеймін. Ойбай. Лаура, бізбен араласпа десе не істейсің деймін. Ол 3-ші рет уже. Сіз айттыңыз ғой басында, менің жан құрбым менің жігітіме жүріп кетті, Алматыға бірге оқуға түскен соң дедіңіз. Сізде не үшін сізге оларға обида болды? Немесе жігітке обида болды ма, әлде қызға обида болды ма сізде? Жоқ,
негізі қазір ойлап қарасам екеуіне де менде реніш болмау керек, саналы түрде ойласам. Ал сол кезде енді мен кішкентай болғам ғой, менің құрбыма ренжіп қалып тұрмын ғой. Неге мен құрбым, мен оны құрбы деп санап жүрмін ғой, ол маған осындай нәрсе істеп кетті деп ше. Ал қазір ол нәрсенің адамның табуы, бір-бірін табуы, ол нәрсенің тағдыр екенін, бір-бірін жақсы көріп қалғанын түсініп жатырмын да. Бірақ сол кездерде кішкентай бір обидам болды. Қызға обидам болып тұрды. Не жігіттерден кез келген нәрсені күтемін ше. Ал қыздардан білмеймін. Ол менің құрбым еді ғой деп. Может, сенімен жүріп жүрген кезде болды ма? Жоқ, ондай болған жоқ. Екеуміз де олар Екі жаққа басқа қалаға оқуға түсіп кетті, мен Алматыға кетіп қалдым. Измена емес екен. Измена емес бұл. Отмена. Лаурада проблема деп ше. Жоқ, екеуі Саят әте инелерді алып тастаңыз. жоқ, екеуі де кәдімгідей өз өмірімен кеткен, мен өз өмірімен жақсы айналайын, мен оқуға кеттім деп кетіп қалған адаммын ғой. Отношениямызға нүкте қойылып кеткен. Бірақ бәрібір де мен жібермеген болып тұрмын ғой. Өзімнен болып тұр негізі кінә. Ол жігітті сонда да ұнатып тұрған болдым ба? Кейін естіген кезде, бірінші естіген кезде неге деп солай таңғалып қалдым да. И өзім подругама ренжіп қалдым. Неге үйттің екен деп. Енді ол бір қазір оны психологтармен не істеп шештім десей. Ол нәрсемен жұмыс жасадым деп. Сондай бір кішкентай обида болды, бірақ енді қатты ренжитіндей емес сол жағдай. Мен қазір просто мынандай состояниеда, мен жан құрбым бар. Уақытысында ауылда өскен қызбын ғой, өзім де Шымкенттің қызымын. Мен қазір бәрі көреді да, наверное. Жоқ, сен түрін көрсетпейміз. Мен түрін көрмейді, жан құрбым да, ішкі сырмен бәрімізбен араласамыз. Әлі ол 2 баласы бар, астына бірге тұрамыз, көршіміз. И оның мектеп кездегі алғашқы махаббаты қазір маған ғашық. Бірақ қазір екеуміз жақсы араласамыз. Ол айтты, маған шанс берші деді. И кейін менде де андай, менде вау деген ештеңе жоқ. Просто андай нейді, бір болады ғой, бір Симпатия бар деген сияқты, иә. Сонда ғана бар да. Ал бірақ мен кейде ойлаймын, мен құрбым ренжіп қалмай ма деген сияқты ойланып қаламын да. Жаным, оның 2 бала шағасы бар. 2 баласы бар. И кеше маған сол бала айтады да, түсіндіріп, неге сен одан не аласың, тартынасың дейді да. Оның 2 баласы бар. Біз отношенияны как үлкен адам ретінде қойып кеткен адамыз, бір-бірімізге реніш жоқ дейді да. Ал бірақ сонда мен ішімнен андай неғып тұрмын да, тартынып тұрып, үшеуміз де класстаспыз. Жоқ, сіз өзіңіздің бақытыңызды ойлауыңыз керек деп ойлаймын. Ол адам өзінің бақытын таңдап, қазір жақсы семьясымен бірге тұрып жатыр. Мүмкін алдынан бір өтіп айтуыңыз керек шығар. Жоқ, айтатын нәрсе емес. керек емес. Одай жүдә деп. Артынан өтіп кетсей, Салтанат деп. Өзің айналайын, бүйтесің. Салтанат, телефонды ал. Жазған қызға. Жоқ, ана жігітке звонды. Звонда анаған қазір. Астанада ма ол жігіт? Шақыр. Неғып келмейсің ерге. Соны. Біреудің тағдырын шешіп отырсың. Наурыз алып келіңдер тез десей. Білмеймін енді ол сіздің Ол бақытыңыз қыз үшін 2 бала шағасы бар, отбасы бар, отбасын құрған, ешқандай егер адекватный қыз болса, проблема болмау керек деп ойлаймын. Жоқ, егер енді екеуі мысалы қыз бен жігіт болып жүріп, мысалы осы 1-2 айда ажырасып кеткен, мысалы бүйтіп жүрмей қалған болса, былай сөйлесуге болады да. Бірақ енді 2 баласы бар. Ой, болды ғой, тас ғасыр екен ғой. Жаным, анау архивте жатқан отношения ғой, оны неғып шығарып жатсың қайтақты. Жоқ, бірақ ше, менде ше деп ше. Ой, мына баса. Класс деп айтсам, класстасым бәрі көтеріп шығамын. Кімді деп. Мен негізі айтпай қойып, өзімнің жан құрбымның жүріп жүрген жігітін ұнатқам ше. Ұнатқанда қалай мен жақсы көргем кәдімгідей. Бірақ оны ешқандай тірі жанға білдірмегем да. Енді ол құрбым тұрмысқа шығып кеткен да. Бірақ ана бала әлі үйленбеген да. Енді мен иногда ойлаймын, кейде ой келеді. Мысалы, қазір мен оны қазір жақсы көрмеймін да. Бірақ қазір егер сонымен тұрмысқа шығып жатсам, соған мен шықпайтын едім деген ой менде де. Потому что ол құрбым тұрмыста, баласы бар оның даже. Кезінде сол құрбыммен жүрген ғой. Мүмкіндік болса тиіктетіндір қыздар. Бұл нені көрсетеді? Менде де сондай ой. Жоқ, бұл нені көрсет қыздардың сондай қыздар бар екен демек. адамгершілігін көрсететін сияқты. Іштей, өзін қимай, сол құрбысын. Қанша уақыт өтіп кеткен эмоцияларды әлі де ұмытпаймыз. Біз негізі эмоцияны есте сақтаймыз. Бір жағынан жақсы ол, сіз жаңағы ботаныкыда сыйлауға тұрарлық нәрсе ғой. Мен бірақ ондай сыйлауға тұрарлық емес адам болып тұрмын өзім шынымды айтсам. Маған ешқандай кедергі болмас еді мысалы. Бірақ просто
проблема менде, ол мектептің ешқайсысына шыққым келмейді просто. Мектепті алып бүйтіп өртеп жіберу керек десең. арзан психологтар Рахмет, оны өзі біледі ғой, қалай шешім қабылдайтынын, бірақ егер жаңа ботада өзін жауап берді, мен оған тұрмысқа шықпайтын едім деген сияқты. Мен өзім ойлаймын, мен шыға беретін едім, өйткені менің бақытым, мен ол адам жақсы көріп тұрсам, мен маңыздырақпын деп ойлаймын. Өйткені мен өмірімдегі адамдарда өздері үшін маңызды болғандықтан бірін-бірін таңдап кетті. Солай деп ойлаймын. Осы жағдайда меніңше қыздар мен ұлдардың ойы түбегейлі былай екіге бөлінетін сияқты. Мысалы, жаңағы Лаураның құрбысымен смело жүріп кетіп тұр да, үйленіп кетіп тұр да, мысалы. Немесе сіздің ситуацияңызда ол жігіт келіп, ана қызбен бітіріп, сізге келіп, мен сені негізі жақсы көремін деген сияқты айтып тұр да, ше. Мысалы ше, жоқ деп ойлаймын. Авария болатын Анау скетч шығар, нерге қой. әртүрлі қырынан қарай беруге болады ғой. Бастысы сіз өзіңіз ішіңізден не сезесіз, не қалап тұрсыз, соны жасай беріңіз болды. Тем более жасыңыз 25-те. Салта бас. 25 деген күшті жас. Жаңа айтып жатыр ғой, Ақбота, қанатпен жүрген кезде ол кейбіреулерін блоктап тастапты деген сияқты. Осы қыз бен жігіт болып жүрген кездерінде бір қазір енді біз әлі тұрмысқа шықпағанбыз ғой, бізден сұрайды да, сен неге тұрмысқа шықпай жатсың деп сұрайды. Сол кезде енді жайлап айтасың ғой, енді ол адам не нәрсесіне қарап жүрсің дейді. Ол адамның жаңағыдай базовый нәрселері болғанына қараймын, жаңа иманына қараймын, осы жаңа критерийлар ма? еңбекқор болсын деп өзің айтып жатасың ғой, былай-былай. Ал сендерде сондай болды ма? Мына жігіт менің ойлағанымдай галочка, міне, давай мен осыған шығамын деген сияқты ой болды ма? Несіне қарап шықтыңдар деген сұрақ па? Данияр Қазмұнайгаз. Сол жерде ғана қарап тұр. Жоқ, сол Данияр рахмет келгеніне күшті кейс тауып бердің маған. Дәтсе бүгін ішім пысып отырады. Данияр саған да жүрмесін. Спиш десе. Чо там десе. Мен мысалы қарайтыным бір ғана нәрсем бойы деп. Бойы бой жағынан просто егер түр келбетіне қарайтын болсақ, бойымен просто көзім көрмейді, оның беті маған размытый болып көрініп тұрады бәрібір. Сол үшін маған бірінші очередь бойы керек. Даниярды көріп тұрған жоқпын десей. Маған мысалы Даниярдың беті бұлыңғыр болып тұр қазірше, сол үшін норма. И краш десей. Бой ұзын болса болды. Ал егер шынымен материалдық жағдай, және сұрағың негізі материалдық жағдай туралы болды ғой. Мен бұрын ойлайтым, қой құрсын оның үйі болу керек, өзім 30-ға жақындағанда түсіндім. Менің үйім жоқ, машинам жоқ та ше, қай бетіммен жігіттен оның үйі машинасы болу керек дегенде талап етем деп ойлайтын болдым да. Айтып жатсың. Неге меркантильный бота дайындалып Мен сондай ойлай бастадым да, сондықтан біз екеуміз бірге жетеміз бақытқа деген ондайға сенбеймін. Просто екеумізде де, мен мысалы қазір жаңағы черный список деген өтірік ойнап айтамын достар. Мен мысалы екеуміздің мен өзімді өзім асырай аламын, ол өзін өзі асырай алатын ешқандай базовый жаңа нелері жабылған. Общий екеуміз асырап жүрдік. Общий екеуміз сол жетістікке жете алсақ, содан артық нәрсе қажет жоқ сияқты. Мысалы екеуміз шетелге кетуіміз, өмірге біз тек үй мен машина алу үшін, 5 бала туып, сол жерде отыру үшін келген жоқпыз деп ойлаймын мен өзім. Ол нәрсе, мен ойымша, бір қоғамда өзі қалыптастырып қойған шаблондар ғой. Біз дүниеге келеміз, ата-анамыздың үмітін ақтауымыз керек, одан кейін жаңа оқуымыз керек, сосын жақсы бір жерге тұрмысқа шығуымыз керек, бала тууымыз керек. Сол әулетте көгеріп, өсіп өніп, сол әулетте сіңіп қайтыс болуымыз керек деген сияқты. Бұл жігіттер оқуын бітіру керек, жұмыс істеу керек, үй алу керек, машина алу керек деген сияқты. Біз бәріміз бір капитализмде тұрып жатырық та, біз бәрімізге үй алу қазір қиын, ужасно қиын ғой негізі. Ипотекаға кәдімгі баспен кіріп кетпесең, или машина алу тоже соншалық қиын, машина бірдей қиналу. Одобрение бере ма? Бермейді. Қарап тұрсаң, сондай заманда мен өзім ол нәрсеге жете алмай жатқан кезде, мен кредитпен алғым келмейді мәселе сода. Кредитпен үй алғым келмейді, кредитпен машина алғым келмейді. Біз сондай нәрсеге өзім жете алмай жатқан кезде, мен күйеуім каким-то чудом 29 жасында, білмеймін, 55 миллионға үй алу керек деген мүмкін емес нәрсе. Ол жаңа біздің
жаңағы НПФ-тің ғана несіндегі шегінде ғана бар нәрсе ғой. 20 жасында 90 миллион тауып Иә. деген ба? 20 жасында 6 миллионы неде пенсионкада жату керек деген сияқты өтірік нәрсе сияқты. Ол мүмкін емес сияқты. Ол қазір ғой, енді қазір өйстіп ақыл тоқтатып осылай ойланып жатырмыз ғой. Бірақ енді бізде Ақбота мен Райхан ерте тұрмысқа шықты, Сіз вообще баспен кетіп қалғансыз ғой, ештеңеге қарамай. Тегінге десе, тегіншілікке байға шығып кеттіңдер. Райхан кішкене ақыл тоқтатқанында шықты ғой, мен вообще ерте кеттім ғой. 21 жасымда кетіп қалдым. Мен қазір ойласам, қатты ерте кетіп қалған сияқтымын. Өйткені биыл 5 жыл бола ма? 21 жасымда кеттім. Мен ол кезде енді мектеп деппін ғой. Универді енді бітіріп, енді қолға ақша тауып бастап атқан кездер. Мен үшін ол кезде материалдық жағдай вообще қызық болған жоқ. Мен ғашық болдым тезе. Бірге көтеріліп. Иә, жақсы көріп тұрдым. Главное, екі қолға бір күрек дейді ғой. Жұмысы болса болды. Белгілі бір қаражат тауып, өмірдегі қажеттіліктерді өтеп тұрса болды дедім. Солай жағдайға қарап. Удобный қыздар екенбіз ғой. Үстімізге Біз ана трецтағы қыздар емес, вообще. Трецта ертең кәнсіл болып отпайық. Жоқ, негізі бізде шүкір біздің командада меркантильный қыздар бар. Бота мен Лаура осы тұста өз ойнайды. Олар мақырған БМВ сұрайды десе. Жоқ, егер қазір мен тұрмысқа шықпай осы жасымда шығатын болсам, мүмкін жағдайға қарар ма едім. Хотя бы үйі болса деген мәселе да. Жоқ, мен мысалы 25 жасымда шықтым ғой, жаңа айтасың, сен кештеу кішкене деп. Біздің ата-анамыз андай миымызға құйып тастаған ғой, жұмысы болса болды, тұрақты жұмысы болса болды деп ше. Сол не мен де солай ойланып шыққан сияқтымын, бірақ енді жігіттің өзіне қарайсың ғой, андай бір осы жерде мен кеше ғана бір трецтен оқып қалдым да, жігіттің потенциалына үйленбеңдер деп жазып қойыпты. Білмеймін енді, сондай нәрселер мен потенциалына кетіп қалдым сол. Деп потенциалға кеттік қой десе. Жақсы, мен нормально. Жоқ, мен шыны керек, ондай әрине ашып сөйлесесің ғой. Сенің жоспарларың қандай? Біз қайда тұрамыз үйленгеннен кейін, қайда жұмыс істейсің, алдағы 5 жылдықта, 10 жылдықта өзіңді қалай көресің, қайда көресің деген сияқтыны. Керісінше маған менің жолдасым өзі айтқан екен, қазір ойланып отырсам. Менде ондай ой болмапты. Әлі күнге дейін айтады маған, сен ойланбайсың ғой. Ертең 5 жылдан не істеймін, 10 жылдан не істеймін, 15 жылдан не істеймін деген көре аласың ба өзіңді қайда? Мен көреміз давай деймін. Давай баханди закажем бүгін, ертең көреміз деп отырамын. Бүгін суши жеп алайық сон ақшаға десе. Ол ондай емес та, кішкене қаржылық сауаты бар, үйін машинасын реттеп, соңғы қалтасында мысалы 200 мың тұрса, ертең бұны сен 20 күнде жете ма, 30 күніңе жете ма, 10 күніңе, сондай екен. Сол жағынан мен барлық өзімді тапсырып қоя салдым ғой қазір күйеуіме. Құдайға шүкір, енді олай кездескен, енді көп қызға олай жолықпайды ғой, немесе қыздарға керісінше деген сияқты, жігіттерге керісінше деген сияқты. Демек сен сол үшін де қарауға мәжбүр ғой олар жаңағы. Несін айтып жатсың ғой, трецте сөйтіп айттым. Трецке салсаң байға шықпау ғой. Білмеймін, мен мысалы күйеуге шығу менің өмірлік мақсатым деп ойламаймын. Ол біз әзілдей береміз ғой, күйеуге кету керек еді, ертең арғы күні кетіп бара жатырмын. Просто мен ешқандай мақсатым жоқ. Просто біз екеуміз егер үйлену керек болсақ бір адаммен, ол адам саған бай болуы мүмкін да, жағдайы жақсы, өте өз жағдайын бәрін жасап алған болуы мүмкін да. Онымен максимум сенің махаббатың 1 жылға жетуі мүмкін. Оның 2 жылға жетуі мүмкін. Немесе мәңгі сонымен бақытты болуың керек. Лотерея ғой, ештеңке нақты емес. Потенциалына үйленбеңдер дейді. А вдруг потенциалына үйленген Райханның жағдайы сол психолог әйелден лучше болып кетеді. Или болмаса жағдайына қарап үйленген ботаның басы істеп кетті деген, или мен жаңа тупойлығыма қарағанда деймін да. Сол сияқты ғой, просто әркімге қалай. Жоқ, мен бұрын сөйтіп ойлайтынмын ше. Сен айтасың ғой, жаңа ақшасына қарайтын Лаура мен Бота деп жатсың ғой ше. Соны нақтырақ айтып өтейін. Қанша ақшаға қарайтынды айтып өтейін десе. Нақты бағамызды. 4 миллион мен 20 миллионның арасында айлық табу керек десе. Мен енді базовый зат сұраймын ғой всегда. Астыңда мен ертең тұрмысқа шыққан кезімде баламмен бірге автобуста жүргім келмейді, өтініш деген сияқты. Балаң автобусқа мінгісі келсе ше, автобус көрейікші, ЛРТ-ні көрейікші деп. Ары бері қаңғырып бүйтіп баспанасы жүргім келмейді деген нәрсе. Осы екі ақ сұраймын да, өзі Құдай-ай, сол екеуінде болса екен деп ше. Ал қазір мен былай ойлана бастадым. Мен неге күйеуіммен бірге шетел аралап былай жүрмеске, өмір көрмеске? Шетелдегі мемлекеттердің, жалпы шетелде
ешкім үй алмайды ғой негізі. Барлығы Неге жалдамалы. шетелдегі автобуста жүрмеске какая разница? Зато Ё-моё. бақыттысың да, иә. Мен ана екі Японияда этажды метрода автобусқа жүргім мінгім келеді келеді мысалы. мен десе қызыл автобус ше екі Шынымен этаж ғой, Японияда бірақ біз метрода кетіп қазақстанда бара тұрамыз деген не бар ғой, сен ертеңгі күніңе ешқандай гарантия жоқ. Сен Ой, үйің Қазақстанда болмаса, ештеңкеге көлігің гарантия жоқ болмаса. қыздар. сол үшін ғой үй алып қою керек деп жатқан. Ертең мысалы біз айтамыз ғой, ана шығып жүр ғой қазір, ата анаңа неге бай емессің деп ренжитін едік, қазір өзіңе оңай болып жатыр ма деген сияқты. Жоқ, бір жағынан Сосын айтады ғой бізге ертең сол кезде үй деген 50 миллион болған кезде алмағансыңдар ма сонда деп ше. Біз айтамыз ғой қазір 2000 долларға сол кезде үйді алмадың ба деп әке шешемізге. жоқ, бір жағынан Сол сияқты. жасың 30-ға келген кезде енді ештеңесі жоқ, бір адам қолына бүйтіп жетектеп кетіп қалу да сәл біртүрлі да енді. Олай Жоқ, ойланбайсыңдар ма? қыздар, жоқ, Мен солай енді ойланамын. если жақсы көрмесең кете алмайсың ғой сен ол менің адамның түсінігімде артынан. мысалы Жақсы менің көрсең қазіргі өмір сүріп жатқан өмірімнің сапасы төмендемеу керек қой. Ол меркантилистке жатады деп ойламаймын. Иә, мен де солай Иә, сол ойлаймын. сол иә. Бірақ менің Екеуміз қосылғаннан кейін де ол сапа жоғарылау керек та. Машинаны екеуміз бірге алайық, үй алайық. Бірақ соған жағдай жететіндей болу керек деп тұрмын да. Вот так вот ойнау деген Қысқасы, ақшасы барлар екеумізге жаза бермейді. Иә, Біз ақша. ақшаға қараймыз. Несі керек ол? Қараймыз қойшы. Әйелдің настроениесі оның қалтасында ақшасына байланысты өзгеріп Жоқ, отырады. қыздар, жаным қыздар, мен сендерге дәл қазір заттарын жинап шәуілдір жақта бір үйде кепеде тұрыңдар деп жатқан жоқпын. Мына шәуілдірді менсінбей. Жоқ, мен шәуілдіріңдер кепеде деп жатқан жоқпын. Мыналарың жұтшы. Жоқ, мен сендерге ауыл білмеймін, өзімнің ауылымды айтайыншы, Көшек Батыр деген ауылда бір кепеде тұр деп жатқан жоқпын. Сендер просто өзім, мен мысалы қазір бір компанияда жұмыс істеймін, кәдімгі есі дұрыс қызметте жұмыс жасаймын. Менің өз болашағыма сенімдімін. Ешқашан ақшасыз қалмайтыныма, егер осы 12 мүшем сау болса, мен қазір енді қолмен жұмыс істемеймін, мимен жұмыс істейтін жұмыста істеймін. Мен сау болсам, Қандай жерде ешқашан істейсің сонда? айтпаймын. Ешқашан бір қатты мұқтаж боламын деп айта алмаймын. Енді Құдай сақтасын, бір форс-мажор болмаса, иә. Себебі мен на черный день жинай алмайтын, сонда мен де финансовый безграмотный. Райхан үйленбей тұрған кезде екеуміз бірге давай бахан дейтінбіз. Сол. Менің күйеуім де менікіндей деңгейде өзіміз бірдей деңгейде өмір сүрсек, сол өмір сүре берейік дальше. Жақсы, сүре беріңдер. Давай. Let's go. Мен көріп отырсам. Let's go Данияр десе. Let's go, Данияр. Бұл өзі қазына жын ұстап алып өтіріктен бөсіп отырды. Жоқ, енді сондай қазір бірге көтерілейік деген жігіттер көп қой, неге сен тұрмысқа шықпай жатсың? Маған Тіке сұрақ қоя маған салсаң. келіп бірге көтерілік демейді, маған жігіттер Тұқым бірлетейік дей ма? иә, маған чё дел деп жазып жібереді да ше. Чё дел дейді. Спиш деп жазып жібере ма? Қалайсың дейді, қалайсың, қалайсың. Онда саған ортаңды ана подписчим вообще өзгерту керек қой, иә. Новый Инстаграм аш или? Себебі білмеймін, маған соңғы рет өзімнің Неге шынымен, неге қиын? Мен мысалы енді біз сендердің жандарыңда жүргеннен кейін оны сұрай бермейсің ғой күнде. Неге қиын енді жігіт табу шынымен, сол сұрақ? Инстаграмда танысасың ба бота сен? Жоқ, мысалы енді дәл қазір барлығымызда 90% танысудың мүмкіндігі әлеуметтік желі деп ойлаймын да. Бірақ менде танысатын басқа вариант әзірге жоқ болып тұр деп айта аламын ше, үлкен сенімділікпен. Бірақ та мен кәдімгідей Инстаграмда танысуға қорқамын. Осындайды айтаттан да негізі түбінде бәрібір де бір күнделікті бір өмірде көрген бір адаммен, немен шынымен айналысып жүрген, ортасы қандай екен білген бір кемінде бір ортақ танысы бар адамға тұрмысқа шыққан дұрысырақ деп айтады көп қыздар ше. Сонда енді әлеуметтік желіде кәдімгідей көзің байланып танымайтын біреумен танысасың ғой. Мысалы менде олай көп танысам деп айта алмаймын, сол қорыққаннан. Өйткені менде мысалы әлеуметтік желі арқылы сталкер ететін адамдар бар менде кәдімгідей. Жұмысыма дейін аңдып келген ситуация болды былтыр. Оны сендер білесіңдер, көпшілік білмейді ғой енді. Содан кейін мен мүлдем әлеуметтік желіде таныспаймын, содан кейін жігіт жоқ, вариант жоқ менде мүлдем деген сияқты. Сондықтан мен тек өмірде танысқанды жөн көремін, және ондай болмай жатқан. Бірақ үйден шықпаймын десе. Өмірде жаңа танысып жатқан адамдарым, енді өзім адам болмаған соң шықпаймын. Бұрын Енді оның бәрі мен туыстарым айтып отырамаймын ғой.
вообще мен кеше біреу аңдып еді, қорқып қалдым танысуға деп айтып отпайсың ғой. Сондай сияқты әркімде әртүрлі ситуация, сондықтан да қазір білмеймін. Мен бүкіл жерде Танысуда, тұрмысқа шығуда өте мен қиын мама сияқты. қызым мына жігітпен сөйлесерсің давай дейтін қыз. Шынымен сендерге бір 4-5 рет жіберді ғой солай, иә? Осы жігіт жазады, номерін беремін деп. Болған жағдай, ол жігіт айтты. Жазды ма, реально? Ол жігіт бүйтіп сұрапты, бірінші номерімді алар кезде, әке шешесі толық отбасынан шыққан ба деп. Сенді ма? Сөйтіп сұрап, мен әке шешесі толық отбасынан шыққан, бірақ мен ана сұрақты қойған жігіттің маған ол уже ойы ұнамайды маған. Ол жігіт маған сай емес. Ондай сұрақты қоя алатын жігіт, онда бірдеңе дұрыс емес меніңше. Жоқ, мама былай фото жібереді, маған 4 жігіттің фотосын жібереді. Иә. Осы біреуі дейді. Қайсысы деп сұраймын ғой, оң жақтан санағанда үшіншісі ақ футболка дейді, бірақ үшеуі де ақ футболка киіп тұр. И мен жарайды мама, сөйлесе берейін, давайте номерін береріңіз. Енді анамның көңілін қалдырмайтын ақ көңіл жанмын. Сөйтіп танысам ана жігітпен, анау неде бар ғой, инстаграмда жүреді, өмірінде бір военный жігіт кездессе, соны аттап өткен. Ана жігіт бір военный жігіт болды. Қайта олардың табысы деген квартирный төлейді, жаным, бала шағаның төлейді әр басына, иә? Сондай емес, жоқ, ойнап айтып отырмын, военныйларға ешқандай менің өкпе ренішім жоқ. Тек сол жігітпен кездестім, сөйлестім, бірақ ұнамады. Одан кейін уже мамаға айттым, мама бір рет менде болды ғой осындай жағдай, ол жігіт маған ұнамады. Келесі дәрігер болса десе. Стоматолог десе. Келесіде мамандықты дұрыстап айтып жібересіз ба деп. Содан кейін уже мамаға айта бастадым, мама, давайте мен өзім тапсам бола ма деп же, өзім кездесем. Бірақ тура кім бот айтқан сияқты ғой, жер аз, негізі танысатын жерлер аз. Мүмкін жұмыстан кездестіруі мүмкін деген сияқты. Бұрын мысалы студент кезде жүрмейтін жеріміз жоқ еді, шынымен ше. Анда жүресің, мында жүресің, ол жерде танысуға мүмкіндік бар еді. Қазір мысалы чисто жұмысқа барасың, жұмыстан келесің, автобуста таныспасаң, енді мысалы ше, автобусқа мінбейді ғой бұлар. Таксистермен де таныспайды. Премиум ба, ультима ма, соған мінеді ғой еще. Жоқ, ол. Мен баламмен автобуста жүрмін, жизнь, которую я боюсь деп ше. Коляскамен ыңғайлы ғой, просто айтыңдар, қыздар декреттегі мамчиклар біледі. Мен сол үшін қазір 4 ай сайын жұмысымды ауыстырып жүрмін. Өзің тұрақсыздығың басқаша. Өзіне күшті отмазка тауып ала ма? Солай 4 ай сайын жұмысымды ауыстырамын да, және сол жігіттерді қарап жүрмін. Әйтпесе өте көп жақсы қыздарды білеміз, өте көп жақсы жігіттерді білеміз. Олар бір-бірімен кездескенмен қосылып жатқан жоқ қой, сондықтан. Просто маған орыс жігіттер ұнамайды деп сондай. Ондай да бар. Не ғой? Жаңа нәрседен шығады, тұрмысқа шығу, үйлену деген бер жағын айта береміз ғой. Негізінен үйленгеннен кейін үйленетін моментте той болатын кез қыз ұзату деген нәрселерде басталатын сияқты, андай ұрыс жанжал дегендер ше. Сендерде нағыз қызық жері. Негізі сол той жасайтын кезде, сосын ремонт жасайтын кезде ғой бірге. Иә, нағыз. Енді біздің қазақтың салт дәстүрімен барлығын жасайтын болсаң, өте көп шығындаласың ғой. Мен Шымкенттің қызы ретінде, мен әжемнің тәрбиесін көрген қыз ретінде, мен әрбір жасауымды, бүкіл салт дәстүрдің бәрін жасап, сөйтіп тұрмысқа шыққым келеді. Білесіңдер ғой, ер азамат бірдеңе 9 дейтіндерің бар еді. Құс көрпе шетінде нан 9 нанды былай коттедж жасайды. Фруктыдан коттедж жасайды. Бұларда еще қуаныш көйлек деген бар, білесіңдер. Вдруг 2 қабат болып қалса деген көйлек апарады. Ол Шымкентте ғана емес, әр жердің өзінің салты бар ғой, сондай жасайды ғой соны. Жақсы нәрсеге соны жасап 15 миллионға кетіп отқан жоқпыз ба? Мысалы да 15 миллион ақшасы кетті менің әке-шешемнің ше, ұзатуға мені. Соны енді сұрап жатыр қазір. Не стоит қой, қарап тұрсаң. 10 миллион тойға кетті, 3-4, енді 11-12, сосын ар жағында 3-4 миллион жаңағы біз үй алдық бірден Фархат сол кезде ішін толтыруға, енді жаңағындай киім кешек деген жоқ бізде енді, бірақ мебель, жаңағындай техника деген сияқты тұрмыстық сондай заттар алып берді мысалы. Бірақ ана нәрсе мойындалмайтын сияқты бізде, біліп тұрса да мойындамайды да, бәрібірше қыз жақтан бәрібір 2 есе ақша шығып кетеді. 2 есе кетеді, сосын қыз босанады ғой, артынан нағашылар ақ келеді ғой. Жоқ, в смысле? Мен осы салттардың барлығын, қазір мен шүкір жасым сол жасқа жетті, осы салттардың бәрін мамаларға, мама қоя қойыңыз деп айтуға нем жетеді. Жете ма сол? Ертең мысалы көреміз сен ұзату жасасың. Мен ортаншы қызым, оларға вообще қызық емес, мен алқаш кетсе бәрібір десей. Бәрібір сол үшін мен айта аламын. Біздің күшіміз жетпей қалды енді менің. Шынымен ұзатамыз, жалғыз қызым деді әкем, үлкен қызым, жалғыз қызым. Дүркіретіп той жасадық, ұзатуды жасадық, 300 адамға ұзату.
150 адамға жасайтын нәрсе ғой негізі 120, иә мысалы. Мен 120 адамға жасадым карантинде. Карантин болған Арзанға кезде, кеттім мен десе, қалың мал 500 мың болды десе. Мысалы, ол менің күйеуім жағынан да қаншама шығын, иә, екеумізді қосқанда да ол кісілер бірінші тәтті шайға келеді, Ақтөбеден ұшып келді. Ол кезде де бірдемелер алып келген танысуға ше, мысалы. Одан кейін сырға салады бөлек, құдалық жасады. Құдалық бер жақта. Еще андай бар ғой, 4-5 үйде құдалық жасайды. Сенің туыстарың, оның туыстары деген сияқты. Оның бәрінде кит кигізеді. Ана ақша кәдімгі сенің қазіргі біздің ипотекада тұрып жатқан квартирамызды жауып тастайтын ақша ғой негізі. Сонда үйленбей тұрып жігіттерге көбінесе бұл ауырлықты ойлайды ғой, жігіттер көбінесе көтереді деп ше. Сондықтан көбінесе жігіттер осы ақшаның бәрін тауып алайын деп үйленбей жүретін сияқты. Бірінші типа машинамды алып алайын, үйімді алып алайын, сосын той жасайтын осындай расходтарымды алып алайын деген, тауып алайын деген сияқты ше. Бұл да бір үйленбеуге кедергі нәрсе ма? Иә, сөз салудан басталды. Сөз салуда 101 роза болу керек. Сөз салынбаған деп андай бүйтіп отырсаң не? Что-то вообще тегінге тапсын карантин дегенде де мен просто өзімнің 3 күндік демалысымда күйеуге шығып кеттім. ойланып жаттым не істесем болады екен, шыға салайын екеуміз мектепте бірге істейміз ғой Ақбат екеуміз. Сөйтіп жүреді да бір кезде тұрмысқа шығайын деп жатырмын дейді, резко айтады ғой енді оны. Сөйтіп мен ойлаймын ғой енді былай елестетіп жүрмін, мен өзімнің көтеп қой деп ойладым дейсіз. жоқ, мен өзімнің әлі болмаған тойыма 1045 жыл бұрын дайындалып жүрмін ғой мысалы ше. Мен ойлаймын ғой енді Ақбота сен бір апта бір айға кететін шығарсың иә. Жоқ, 3 күнде барып келемін ғой дейді. Ойбай сенікі рахат екен, 3 күнде қалай тұрмысқа шығып келе саласың ба? Иә, 3 күнде барды, ұзатылды, қайтып келді. Ана жақта сосын тағы 3 күн той болды. Бір аптада екі жақты да мәз болып келдік қой. Иә, бұлардың жасаған тойларына мен риза болдым. Тез шағын болды сендерде барлығы, иә. Иә, шүкір сол кезде ковид бір нәрсені ұқтырды ғой адамдарға. Иә. Іштен кезсізде бақытты болуға болады екен. Той жасамай, той жасады ғой енді. Мынандай артық нәрселер. Мен мысалы кит деген ана кімнің сестренкасына алтын. Еще размерін жазып жүреді ғой біздің мамалар ше бір-біріне. Там тәтесі 54-52 размер. Бір бәле тәтесі 42. Оның саусағы 18 екен. Ойбай бәле шығарсыңдар көке. Ешкімге мен ештеңке алуға қарсымын осындай. 2 жас үйленіп жатыр. Ол менің папамның, әпкесінің, или мен мамамның, сестренкасының тойы емес ол. Біз бақытты болуымыз керек, біз екеуміз сол жерде, тілектер бізге айтылу керек, сыйлықтар берілсе бізге берілу керек. Болды, солай бол керек деп ойлаймын. Жарайды, мақұл, сөйтеміз. Қойшы. Бірақ той жасайсыңдар. Енді мен кімге шығатынымды білмеймін ғой. Данияр что там? Жоқ, ол жақсы. Ұзату болмайды деп ойлаймын мен барынша. Осы жерде бар ғой, екі жақ бірдей келісу керек қой. Кейде мысалы бір жақ келісіп не істеп қалады да, екінші жақ ой бәрібір ұят қой деп алып келеді, содан анау ұялады, құр қол кетті деп мына жақ ұялады. Сондай қазақты құртатын бір керек емес ұяттардың жері бар ғой бізде. Мен ойлаймын, сасық намыс деп ойлаймын, бір-бірімен жарысатын. Мысалға той дейтін маған мен үшін басты нәрсе қарсыз өткенін қаладым мен. Кредитсіз, мысалы күшті шүкір, екі жақта кредитсіз, ешқандай қарсыз тойды жапты дейді ғой, сондай нәрсемен өтті ғой. Нағыз еще карантинде түсінген нәрсе тек жақын адамдарды ғана шақырдық. Мен тойда мысалға мен біреулерден сұрайсың ғой, танымайтын адамдар жүреді ғой. Мысалы мен өз тойымда 120 адам болды ма, мен бәрін танимын. Солай болды да, жақындардың арасында ешқандай қарсыз, өте керемет өтті. Мен еще жақында қызымның бір жас тұсаукесерін жасадым. Күйеуім соған әлі маған айтады, сен 3 рет шетелге барып келетін ақшаңды өзің той жасаймын деп құрттың дейді. Соның кесірінен мысалы біз жазда ешқайда барып жатқанбыз. Бірақ мен енді білмеймін, менде сол ата-анамның настройкасы ма, бір қызыма сол бір жасын жасағым келді. 120 сенің ұзатуыңдай болыпты ғой. Былай айтады ғой, мысалы. Айнам көзін ұзату болыпты ғой. Мен әулеттің ең үлкен тұңғыш немересімін ше, отбасының тұңғыш қызымын. Былай айтады, ойбай қызым, сен ұзатпағанды кім ұзатамыз, саған жасамағанды кімге жасаймыз деп. Енді өсіп келе жатқан кезімде сондай нәрсе мені күтіп жүрді. Енді қашан шығады деген сияқты. Ол кісілердің, мен ата-анамды ойлаймын. Ата-анамның қуанышы ғой ол. Ата-анам сол нәрсені жасағысы келіп тұр.
білмеймін енді өздері білсін, жасап беремін деп тұрған соң мен кетіп бара жатырмын демші. Главный қазір маған жігітің тауып келсең болды деп тұр. Ары қарайғы уже тойдың барлығын кәдімгі как положено жасаймыз. Енді мен мүмкін Өскеменге шығатын шығармын, мүмкін бір Семейге шығатын шығармын. Ол жақтың салты басқа, но бұл жақтың салты басқа, баконя күлмей ақ қой, Семейге шықпаймын болыпты. Конкретно бір жігіт ойладым просто айтса. Екі миыңда варианттар бүйтіп жүрегім ауырып кетті. мысал ретінде айтып ғой. Екі жақ келіседі, сөйлеседі, қалың мал бірақ бізде бар болады. Не мандай соны ғана айтады. қанша қыз қалың мал? Қалың мал біз жақта қазір 3 миллион кемі. 3 миллион ғой, кемі. Нормально кетіп жатыр дегендері. Сол 3 миллион тойға кетеді ғой. Ой алла, мен вообще Одан түсінбейтін Иә, тойға одан 2-3 есе кетеді. Жоқ, енді сондай енді кешірші бақ. Бізде сондай салт енді 3 Жоқ, миллион. бізде де сондай салт, мен әпкемде де карантиннің өзінде сондай салттар болды. Кәдімгі артық шығындар, артық нәрселер. Енді ол мен әпкемнің тойы болғанын әпкем өзі біледі. Оған сондай, мен әпкем де сондай көңілі ашық, бәрімен бөліскісі келіп тұрады. Екі баласына да не жасады, туған күн 1 жасарын ше, тұсаукесерін. Сондай жақсы көреді, оларға ұнайды. Маған мен де жақсы көремін. Бірақ мен біреудің барған жақсы көреді десең, мен өзім онша ұнатпас едім ол нәрсені. Енді біз жаңа тойға дейінгі жалпы 2 жастың үйленуі жайлы айттық қой. Дайындығын айтып жатырмыз да. Бірақ шынымен көпшіліктің көзқарасын қарасаң, тойға дайындық деген тек ана бір заттарды алумен, сол тойдың жақсы өтуімен ғана елестеп жатыр да. Сонда 2 жас бірін-бірін өзінің денсаулығына қарамай ма? Мысалы, жігіттің еш жері ауырмай ма, қыздың еш жері ауырмай ма, екеуі қосылған кезде қалай болады деген нәрселер, мәселелер негізі көтерілді ма сендерде? Отбасы құруға тойдан Дайындық. бөлек дайындық па? Иә, тойдан Кәдімгідей бөлек. рухани дайындық, денсаулығына қарау, Көбінесе бір-бірінен той жағындағы келісу. дайындыққа мән беріп кетеміз. Иә. Сыртқы жағына мән береміз да. Негізгі маңызды дүниесі анау 2 денсау адамның қосылып денсау ұрпақ әкелуі деген сияқты. Немесе ұрпақты жоспарлап алып келу деген сияқты өмірге. Сол нәрселерді сендер жаңа айтатсыңдар ғой, біз ештеңе ойламай шығып кетіппіз деп. Бұл жағына да мән бермедіңдер ме сонда? Жоқ, біз ештеңе ойламай шығып кетті деп жатқан. Олай шығып кеткен жоқпыз енді. Ойла, кәдімгідей нормаль шыққан сияқты едік қой, қандай енді өйтіп кетіп қалған жоқпыз десе. Жоқ, көп нәрсеге мән бермедік қой деп жатсыңдар. Бұл нәрсеге мән бердіңдер ма деп отырмын. Мән бермеген нәрселеріміз жаңағындай нәрселерді сол моментінде ойлап нервімізді құртпай ақ қояйықшы дедік та. Ол болатын нәрсе бәрібір болады. Шығатын шығын шығып жатыр, ата-анамыз дайындалып жатыр, жарайды, өздерінің қуаныштары дайындала берсін деп. Нервім той қалай нашар өтіп жатыр ма, жақсы өтіп жатыр ма? Тойға бір ай қалғанда мен КВН ойнап жүрдім Өз десе. көңілімізді өзіміз көтерейікші деп сөйтіп жүрдік біз жолдасым екеуміз. Болды, ол болып жатқан сәт. Тойдың үстінде де мен ақ көйлегіме шай төгіліп кәдімгідей көрдіңдер ғой, аппақ көйлегімді. Мен барып оны Сондай жуа алмай, нәрселер, сондай нәрселердің ешқайсысына мән бермейікші, сол жағынан да андай жеңіл ойланайық. Екеуміздің бұл бақытты күндеріміз ертең есте қалған кезде тек сондай бір нервотрепка болып жүрген кезіміз емес, қуанышты сәттерді көбірек есімізде сақтайық деп солай ойладық. Ал енді жаңағы денсаулық жағына келсек, шынымен біз енді ізденіп кәдімгідей ойладық, тоқталдық, ол нәрсеге дайындалдық. Жолдасым өзінің денсаулығын қарап дегендей, мен айттым ғой, жаңа кәдімгідей жауапкершілігі ол финанс жағынан болсын, денсаулық жағынан болсын, менен қатты не қылады. Бір жері көгеріп қалса, бірдеңе болса, бірден дәрігерге жазылып, мені де сөйтеді жазып, ол андай не ма, тревожник па қалай. Қазір қызым да солай, и маған да солай, мен де қаралып, кәдімгідей тексерістің бәрінен өтіп, анализдерімізді тапсырып, ол көп ойлап қалады, үлкендер мүмкін бір-біріне сенімсіздік жаңағы. Сенімсіздік сенбеу керек. Дұрыс қой? Мен ондай жағынан қараған жоқпыз енді. Көзіңді жұмып сеніп кете салуға болмайды деп ойлаймын. Бізге и так кішкентай кезден ешкім жыныстық сауаттылықты үйреткен жоқ. Көп жағдайда сол үшін. Маған шешем отырып айтқан жоқ, сен мынандай, ол жігіттен андай болмасын, ол жігіт мынандай болмасын, қызым сен үйтпе деген жоқ. Мен просто өзім слишком сол жағынан тәрбиелі болып кеттім. Содан сөйтіп оқыдым, қарадым, іздендім. Шүкір Google бар. Шүкір Google бар. Просто мен өзім бір жағынан білмеймін, ол дұрыс па, дұрыс емес па, өзімді
сақтадым десем болады осы нәрсені. негізі 90% деп айта берейін ба, қазір мүмкін көзі ашылып жатқан шығар қыздар, иә, көбінесе мән бермейді ол нәрсеге. ол бар ғой Менің өзім ол ата-ана негізі үйрету керек нәрсе ғой. Просто жаман нәрсе сияқты қылып айтады ғой. Жыныстық сауаттылық деген ол болу керек, білу керек, адам өзіне не керегін білу керек. Маған мысалы жігітімнің, мен осы 29 жасыма дейін сап-сау болып жүріп, бір жігітті ғашық болып қалып, оған үйленгеннен кейін оның маған құрбысқа инфекция келген қаламас едім. Енді осы нәрсені біз Дұрыс қой? ашық түрде ата-аналарымызбен талқыламағанбыз және олар бізге оны айтпаған. Қазір мысалы бота секс деген сөз естісе, дейді, сол сияқты нәрсе ғой ол. Осы нәрсені бізге Ол дайындалған десе. ол нәрсені бізге табу тақырып Иә. болып тастаған. Иә. Секс дегенді кәдімгідей ол табу тақырып бізге. Ол не Екі- деп отырсаң, иә. Еще үйленген Бір балаң бар ма? Жоқ, андай үлкен пәкпін десе. аналарымыздан, жеңгелерімізден естіген ең үлкен бір ақылымыз екі еліңе ие бол, болды деген нәрсе. Бірақ ол не үшін ие болу керек? Қандай ел ол? Қандай иелік болу Қандай керек, ел иә? ол? Пәкістан ба? Ол Тизе? Жоқ, сол үшін де анандай ой қалыптасады да. Мен шынымды айтайын, мен 24-25 жасымда ғана интерес қуалап, қандай не нәрсе бар деп ізденген шығармын. Ал оған дейін мен как будто болмау керек деген сияқты ше, болмау керек, жатпау керек, тұрмау керек, жаңа сүйсең екіқабат болып қаласың деген сияқты мен өсірді ғой енді бізді ше. Біз жаңағы қол ұстасаң екіқабатсың ғой болды, иә. сөйтіп ойлайтын мен мектеп кезінде. Жоқ, енді біздің ата-анамыз бар ғой, біз өздері сондай тәрбие көрді да, олар өзімен өзі өсіп кетті. Біз де дәл солар сияқты өзімізбен өзіміз өсіп кеттік. Оларға да ешкім айтпаған, олар да бізге айтпау керек деп болады. Бірақ дәл қазіргі заманда, бірақ негізгі қазір болып жатқан педофилизм, оның барлығы бұрында болған. Бірақ ол былай айтылмады да ашық ше. Әлеуметтік Дәл желіде қазіргі заманда, қазіргі ең ашық кейпінде тұр ғой. қазір ашық кейпінде тұрғандықтан, қазір жас ата-аналардың жауапкершілігінде, қазіргі жасөспірімдердің жауапкершілігіндегі нәрсе сияқты, вот дәл қазір айтылу керек. Ата-анаңа да ренжи алмайсың да. Мысалы мен қазір барып, неге маған соны айтпадыңдар деп айта алмайсың ол кісілерге. Олардың уақыты да болған жоқ, жұмыс істеді. Өйткені олар да ол нәрсені білмей үйренді. Мысалы мен білмеймін, қазіргі сол біз қалай пайда болдық? сол заманның кісілерімен Папа, аузымнан түстім дейтінге сеніп жүре бердік десе. Мен атамның аузынан түсіп қалғанмын. Қалай атаның аузына сол айырып заманның жүрсің. адамдары керемет, қазіргідей анализ тапсырып отбасын құрды деп айта алмаймын ше. Мен Осылай айтып алсам деп ойладым. жақында мен өзім сіңіліме айттым. 11-ші сыныпқа Қазір өзімнің ішімнен ана приколды өткізіп алайын. менің сіңілім осы жақында 11-ші сыныпқа өтіп жатыр. И мен оған басында ұялдым, қалай айтсам болады деген сияқты ше. Сосын ойландым да, қой енді бұл ұлы сөзде ұят жоқ дейді ғой, жалпы бар зат қой. Және қазір жасөспірімдер өте тез жетіліп жатыр ғой бізге қарағанда. Сосын WhatsApp-тан жазып жібердім. Сіңілім, осындай дүниелер болады өміріңде, жолығады, сен өзіңе сақ бол. Не үшін сақ болу керексің деген сұраққа жауап. Осындай вирустар бар, осындай инфекциялар бар, ол осындай жолмен адамға жұғады. Ол жыныстық сауаттылық деп аталады. Егер менен сұрауға ұялсаң, ChatGPT деген бар. Оған осы тізімдерді жазып көр, өзің оқып ал дедім. Сосын сіңілім маған айтты, мен оның бәрін TikTok-тан көріп қойғам әпше деді. Позор болып қалдым. Өзіңше керіп ақылайды деп тұрсың. Өзің 25-те білгеннен кейін ойладың ба сіңілімді? Мен 9 жасымда бұны балдар көрсетіп тастаған дейді. Сосын мен тұрында саған TikTok енді қазір сонда әлеуметтік желі. Әпше мен оның барлығын білем, осындай ғой деді. Енді білмейтін нәрселерің болса да біліп ал дей салдым. Андай түр бермедім Не оқыдың, маған да айтып отыр дедім. Мектепте бірақ андай енді жас балалардың арасында мектепте біз бәріміз ойбай Пәкістаннан келдік деп айта алмаймын. Теория жағынан да ше балалар ұлдар кәдімгідей саған бүйтіп блютузыңды қосшы деп жібере салушы еді ғой. Или мен ғана бетсіз мектепте оқыдым. Ұятсыз фотолар деген сияқты нәрсе ма? Неше түрлісін. И мен ойлайтынмын да, сол кезде ужас бітті. Мен болды сол жерде екіқабат болып қалдым деп ойлайтын. Көргеннен ба? Болды деп ойлайтын. Мен болды травма, ана кәдімгідей, иә. Иә, и мен оны не әке-шешеңнен сұраймайсың да ше, мынандай көріп қойдым деп ше. Мен ойлайтынмын сол кезде болды бітті, мен ертең телефонымды папама көріп қойсам, мынау өзі бір жерден скачать ете алған екен. Алдар соны ашық доступта кәдімгідей күнделікті көре беретін болған ғой. Ойбай, біздің ұлдар кәдімгі. Ол нәрсені
жоқ сонда Бір жағынан ұлдардың мысалы, жыныстық сауаттылығы жоғары ұлдардың жыныстық сауаттылығы қалай ашылады дейсің, ағалары барады да алып барады, соны айтады, сосын бірінші рет мені ана көкем апарды, мына көкем апарды, солай айтып жүреді. класста балдар айтып отырады, біз қыздар болып мыналар не айтып отыр екен тыңдап, андай бір түсініксіз сөздерді естісең гуглға жазып көріп ойбай деп таңқалып сондай жағдайлар болған өз басымда. Балдар сөйтіп айтып отыратын сыныпта неше түрлі нәрселерді. Ұлы сөзде ұят жоқ деп жатырмыз ғой. Демек бұл тақырып ашық түрде талқылану керек. Және біз болашақ жарымыздан бұл нәрселердің бәрін міндетті түрде талап етуіміз керек. Айналайын, сен қазір резюмеңмен қоса жаңағы анализдеріңді алып кел. Мен де саған міне анализдерім. Мен не үшін осынша жасқа дейін өзімді сақтап жүрмін? Мен діни көзқарасымнан бөлек, мен өзім денсаулығыма да қатысты, мен өзімді егер ұстай алсам, мен күйеуім бүкіл өмірімді құрта салады ма, сонда сол сияқты нәрсе ғой. Ол Бірақ ондай бүкіл 100% жігіт үйтіп келеді деп те ойламаңдар сендер. Иә, ол нәрсе да деп үміттеніп қалғам ше. жоқ, негізі көп жағдайда жаңағыдай анализ тапсырып келеміз, иә, анализ тапсырамыз, иә дегенге емес, спортпен айналысам, мен денсаулығым нормально бәрі ше. Ол нәрсені спортқа байланысты деп кішкене ойлаймын. өзіне андай ар санап қалады да, андай намысына тиіп Таза қалады да, емес ол та, нәрсе. жексұрын таза Ол емес нәрсе та. намысына тиіп қалады да, кәдімгі оны бір төмендетіп тексерейін деп, иә тексерейін деп тұрмын, неге тексерілмеске, мен тексерілмеймін деп до конца тұратындар бар мысалы, ол уже проблема деп ойлаймын. Иә, айтайын, жыныстық сауаттылықты мысалы мен қызыма түсіндіретін шығармын енді, ашып не қалай болады деген сияқты. Бірақ енді дәл қазір менде ұл ғой, мен ұлыммен сөйлесе алмаймын. Енді мен ұлыммен әкесі сөйлескен қалаймын да, ондай мәселені әкесі түсіндірген қалаймын мен үшін. Қызыма мен түсіндіремін деген сияқты ғой. Мен түсіндіре алмасам мысалға Сендерге жіберемін десе. Бірақ ұлыммен ондай әңгімені мен айта алмайтын. Түптің түбінде мен ата-анамыздан ондай нәрсені түсінбедік қой. Естіген жоқпыз ондай нәрсе. Менталитет. По-любому менталитет бар. Мен ойлаймын, ұлдарына айту керек осы нәрсе. Сен бір өзіңнің ғана емес, өзіңнің жаңа партнерыңның өміріне де жауаптысың. Сенің денің сау болғаны, ол қыздың да денінің саулығына байланысты. Сен өзіңді дұрыстасаң, ешқандай проблема болмайды деп үйретілу керек деп ойлаймын. Ешқандай табу болмайды. Қарапайым нәрселерден басталады ғой отбасындағы. Иә, мысалы айтады ғой, бала тәрбиелеген кезде, баланың көзінше, баланың кішкентай кезінен оны да мысалы үйретіп, көзіне нормально болып көрінбеу керек та көп зат оның. иә, мысалға шыққан кезде балам енді өсіп келе жатыр ғой, күйеуім екеуміз келістік. Өзі тұрып жуына алатын уақытынан бастап, ұлымды сен жуындырасың деп. Енді қазір жұмыста арасында болғанда мен жуындырамын, бірақ көп жағдайда папасы жуындырады ұлымды. Соған келісіп алғанбыз басында ше. Арасында бірге кіріп кетеді десе екен. Бірақ көп жағдайда енді папасы жуындырады, соған келіскенбіз. Өзің түсіндіресің деген сияқты. Мен ол нәрселерді білмеймін ғой, ер адамның мүшесі туралы. Бүкіл кез келген жерін айтамын да. Сол үшін басынан бастап келісіп алдық. Біз бұл нәрсе табу болмау керек деп ше, бота деген ол нәрсе деп айтады. ол нәрсе деп Ол нәрсе деп бізге сурет шығады десең иә. Сонда да іште жібермей тұрады ғой біздің тәрбиеміз ол нәрсені, иә. Ұят болады. Ол нәрсені де әлі отырып па. Ойбай, секс. Сол ғой, мен просто білмеймін. Жоқ, сосын жаңа инфекция деп айтып жатсыңдар ғой. Соған ғана қатысты емес қой, сен инфекция бар жоғын білу үшін ғана тексерілмейсің ғой. Сен болашақ жаңағы жасайтын, әкелетін, өмірге әкелетін ұрпағыңның денсаулығын ойлайсың деген сияқты өзіңде, немесе ол жаңағы бірден есе бала туа алмай жатсаңдар екеуің көбінесе бізде әйелдерден көріп жатады ғой, бар тексеріл деген сияқты. Мысалы енелері всегда сұрап отыратын келіндер бар ғой, сен қашан үйленгеннен кейін, бір айдан кейін көтердің ба деген нәрселерді естідік қой. Бір айдан кейін көтердің ба, че там, не жаңалық ба? Жоқ, соны үлкен кісілер айтса, ладно, андай, уже олар бұрыннан айтады да. Мысалға, абысындар бар ғой, қатар. Солар не үшін түсінбейді деп айтамын. Солардан да естігем менше. Не жаңалық деген нәрсені. Бәріміз бірдей қатар адамдармыз ғой. Біз әлі тұрмысқа шықпасаң, қашан тұрмысқа шығасың? Одан кейін тұрмысқа сұрақтар дайын тұр. Бала туасың. Менде сұрақ енді екіншісі қашан дейтін нәрсе менде же. Өмірдің қай жеріне келсін десе, екіншісі қашан дейтін жеріне келдім. Сол негізі таусылмайды екен ғой, сонда біреу өміріңе араласа береді екен ғой, соңынан. Всегда бестактный адамдар бар ғой. Жаңағы нәрсе өлмейді ғой ше до конца. Қауіпті ғой, негізі. Жаңағы TikTok-тан көріп алдым дегенде енді бүйтіп ойланып жатырмын да. Ашық доступта көп информация бар. Бір жағынан пайдалы қазіргі балаларға қарап оқып алуына, бір жағынан оны басқа зиянды жағында да пайдаланып кетуі мүмкін ғой олар.
және жаңа баланың өзінің ақыл ойына байланысты ол ары қарай оны қалай пайдаланады деген сияқты. отыру керек қой. Енді біздің ата-анамыз, менің ата-анам үлкен кісілер ғой, содан кейін де өзіңнен кейінгі бауырларыңа әйтеуір бас көз болуға тырысасың ғой, барынша жақсы ақпарат беруге тырысасың, бір бағыттап жіберуге тырысасың, өйткені өзің саған ондай нәрселер болмаған соң. Осы жерде қыздардың алғашқы қадам жасауы деген нәрсеге тоқталайықшы. Сендер қалай қарайсыңдар? Иә. Ол демаға бүйтіп. Неғып бұл тема? Неге өзіңе ыңғайлы темалар таңдаласың? Қыздардың алғашқы қадам жасауы деген дұрыс сияқты. Мен Деп өзімізде алғашқы рет қадам андай жасаған қыз айтты. иә мен күйеуім тормыздау болды кішкене, андай отношениені андай кез болады ғой, иә жүріп жатқаныңды білмейсің, иә дос болып жүрсің, бірақ кешке қыдырасың, қол ұстасып жүресің, бірақ ол сенің жігітің ба жігітің емес па түсінбейсің, короче ше. Сол Ақша кездерде сұрайын ба сұрамайын? ақша сұрайтын кезге келіп қалдық па деп па, үйленейік деп ұсыныс жасаған мен болдым. Сол үшін тез болып кетті бізде барлық нәрсе. Өйткені мен үшін ара қатынаста екі жақта жүру қиын. Сендер екі жақта. Мен Астанада болдым, ол Шымкентте болды. Мен Астанада жұмыс істедім, 1 жыл екеуміз екі жақта болды. Сосын давай осы жерден қояйық дедім, үйленейік дедім. Сосын ғой аяқ астынан болып кеткен біздің той ше. Сентябрь, август уже жұмыс уақыты басталатын уақыт болды. Тездетіп үйленейік или қоя салайық деген нәрсе болды ғой бізде. Сонымен ата-аналарымызды тездетіп жинап, менің ана мұғаліммін 1 тоқсанның каникулында тойдың барлығын Не деген кәдімгі бәрін қайта келісіп үйлене кеткенін айтса, сен дайын. Негізі мен енді Ақтөбеденмін ғой, күйеуім жақ қарсы болды кішкене. Ақтөбеден қыз алмаймыз, батыстың қызы не керек деген сияқты. Сондай болды. Танымаған сияқты. Тура Шымкенттің қызын не істейміз деген сияқты тема ғой. Шымкенттің жігітіне тимеймін деген әңгімелер бар ғой негізі. Сол сияқты ғой бұл да бір. Сондай болды. Бірақ мен өмірімде Шымкенттің жігітіне тимеймін деп бір аузымнан шыққан құсап маған қарап Бірақ мама папамыз айтатын еді, оқуға жіберген кезде. Иә, Шымкенттің жігіті адамына жолама дейді. Бірақ маған айтпапты. Сондай адам болады ғой. Сөйтіп не айтып Не отыр? шықса да Жоқ, алғашқы қадам жасау деген. Иә, алғашқы қадам сол бірден жүрейік, шорт кестім ғой, короче. Сонымен үйленіп кеткен жайымыз бар. Шешуші моментке кеп тұрса, алғашқы қадам жасау. Енді 2019-дан бастап жүрдік па біз? Иә, ода тұрған ештеңе жоқ. 19, 20, 21, 22-де үйлендік қой. 4 жылдық ара қатынас деген бір баланың 4-ке келуі деген сияқты ғой. Ұзақ уақыт. Сол үшін сондай ара қатынас жасау керек. Егер жақсы көріп тұрсаң, алғашқы қадам жасау керек. 19-дан кейін 2021 арасында 4 жыл болып кетті. 22-де шықтым. 3 жыл екен. Көбінесе бірақ қыздар андай, егер жаңағы не болып Одан кезде тұрса, қашан көтердің тоқтасана? 3 жылдан кейін көтердім десе. жігітіне сенімді болып тұрса, қыздар көбінесе тұрмысқа шыққысы келетін сияқты, сондай ма? Иә. Көбінесе айтады, қашан үйленеміз енді, өйткені андай романтизировать етіп көріп жүресің ғой, бірге тұрғың келеді, андай тездеткің келіп тұрады да жігітіңді. Бірақ біз 1 жылдың ішінде үйленіп танысып. Сендер 6 айдың ішінде үйленіп кеткен жоқсыңдар? 1 жыл. Біз тойда таныдық қой, Фархатты деп. Новый кейс. Жоқ, мен уже айттым, жұмыс істеп жүрміз, екеумізде болды, мен 26-ға өтейін деп жатыр, жасым уже. Сол кезде Болды, 26 жаста жабылып қалады. Офис жабылады, алсаң ал, соңғы скидка деді. Рас продажа. Жүре беретін үйдегілерде мамам жаңағындай фото жіберіп бастаған ол кезде жігіттердің. Болмаса мен подругамның ұлын көрсейші деп ше, кіші болса да менен. Данияр сияқты ма? Жақсы кіші жігіттерде ол жақсы. Жоқ, оған қарсылығым жоқ ешқандай. Жоқ, анандай ғой, сенің бірінші алғашқы қадам жасауларың, белгілі бір процентте, потом оның әсері болған жоқ ешқандай, иә? Жоқ. Өкініп қалып, өкініп қалып, ту бекер бірінші қадам жасадым. Сен өзің бұрында мамаларыңыз, папаларыңыз айтқан кезде айтатын еді ғой. Ой, сен шешең өзі тиіп алған маған. Олардікі 100% өтірік. Мен күйеуім солай айтса, иә, мен келсем десе, үйленейік деген мынау ғой десе, мен иә деп отыра беремін жүрген жеріне. Ой, мамаң деген өзі артынан қоймай красавчик, жалғыз мен ғана красавчик болған. На самом деле алып қашып кеткен ба? Бір көргеннен алып қашып кеткен ба, ғашық болып. Бірақ папам мамамды алып қашып кеткен да. Мама айтады, мен түсінбедім қай кезде көргенімді оны дейді. Бір жерде болған ғой, примерно папа өзіне қабылдап қалған болды. Қазір кім қадам жасаса да, екеуі бір-біріне сенімді болып тұрса, ешқандай мәселе жоқ сияқты. Иә. Жасай берсін қыздар. Сол үшін қыздар ұнатып жүрген жігіттерің болса, осы жерде сөз салсаңдар да болады.
бота саған не жоқ Данияр деген не? мен Бақытнұрды ойлап отырмын. Әпкем де Мен ешкім ойламай қойса бола ма? Бота да бойыз алғашқы жігіттерін қадам атады. жасамайтын сияқты. Бота. жоқ мен жасаймын. Жоқ, бота бір оқиғасы бар Жоқ, деп. мен жасап көргем. Айт, Бота алғашқы қадамда ана жерге дейін жасай береді. жоқ мен жасай беремін, ода тұрған ештеңе жоқ. Я қазір бір сондай бір заман келген сияқты, қыздың бірінші Ой, қадам жасауы. Шортанбай Қанайұлы бұл бір заман қай заман? Ашқар жүсіп көбей. Анандай заман келеді. Вот сондай заман келеді, когда қыздар өздері жазады. Сондай заман келген сияқты, я ол жаңағыдай бір ұят деген нәрсе емес. Жаңағы тақырыптарды ашық айта беру. Жаңағы Әлі табу болып отыр ма? ашық айтпай отырмын ба? Пәкістаннан мен келдім. Жөтелсізге деген Менікі жеке жер деген бар. Амбровени. Жеке жер болады. Сондықтан қадам жасағанмын, әлі де жасай берем, егер мүмкіндіктер болып жатса деп ойлаймын. Бірақ қадам жасап алып, сені жаңағындай жігіт ачып жасаса жаман ғой, жігіттер. Ондай да болған деп сөйтіп жатсаң. Жоқ, мен енді қадам жасай берем деген бет алды бәріне давай танысайық дей бермеймін ғой. Менде үшін бірақ мынандай ой бар, кейде қызық ой пайда болады. Осы мен қазір өзім, давай өзім көрейін, мен жазып көрейін деп, анау басқа жақта келатқан тағдырымды бұрып жіберетін сияқты ой болады да сені. Қазір ондай қадам жасамаймын. үшеуіне де жаза беріп, Қазір ондай қадам жасамайтын болыппын мен. келсе десең де ойнап айтып жоқ, менше мүмкіндік болса жазар едім, просто мен журфак, филфак деген болмайтын жерде оқығам. Сол жерлерде айтылатын қыздар жазса, өз жазса чорт деген. өмір бойы чорт емес. Қыздардың өзі сүю соры ғана ма еді, қалай еді? Иә, сол үшін мен Сорлы болып қалмайын деп па? Иә, сол өзім барынша жазбауға тырысып келатқан, сосын бір күні бот айтты, делай, брат деді. Содан қазір жазуға тырысып. Мен как будто Сүйем деген жігітті жек көрмеңдер. Қыздардың өзі сүю соры ғана деген Вот жаңағы. сол сендердің факультеттерің Біздің филфакта сондай болды негізі. Сен жігітке қарап өзің қылмыңдама, жылмыңдама, қарама деп жасың 28-ге келіп қалды. Иә, соның бәрі өз біздің көне факультеттердің кесірі деп ойлаймын. Бірақ если маған бір жігіт ұнап тұрса, мен алғашқы қадам деген енді қандай әркімнің алғашқы қадамы әртүрлі есептелінеді, типа лайк басып кету деген сияқты. Ондайды қатырамыз десең. Ондайды мен өлтірем ондайды. Ой, ондайды қазір бәрі қыздардың Лайкын лайктай басам десең. Лайк басып кету, бүйтіп подписаться ету сен деген сосын нәрсе. лайктарын алып тастасайшы, олар үйленіп кеткен. Бұрынғы суреттерінде Лаура Кімнің деп сұрап жатсаң? Алғашқы қадамдар қалып кетті десең. Алғашқы қадамның іздері болып па? Жоқ, енді әркімнің ой деңгейінде, мысалы қазір басқа бір қыздар, кішкентай қыздар ғой, көбінесе батылырақ қой, қазір зумерлер бізге қарағанда, олар қарап деп күліп Қазір үйленіп жатқан статистика қарасаң солар ғой, бір лайк басқанда Көп үйленіп қандай айтып отыр ғой. Жоқ, бірақ бет алды жаза берді да өзінің қадірін кетіріп Иә, ол да бар. Уверен болып тұрсаң Жоқ, не өзіңе. істеу керек сонда? Жазу керек пе, жазу керек? Жоқ, саған жазу керек. Саған жазу керек, саған лайк басу керек дейді. саған бүкіл Сен лайк, комментарий, репост, достар деп сөйтіп кетсең, иә. Ютубқа жұмыс істеватсың уже. қызық болып жатқан. Төмендегі парақшаға жазылып кетіңіздер деп сондай жүргізгім келеді негізі дейсің. Бұл бір батылдық қой енді. Өзіңнің бақытты болғың келеді. Кез келген қыз бақытты болғысы келеді. Соған жасалатын алғашқы бір кішігірім қадамдар. Бірақ біз айта береміз ғой теория жүзінде. Практика жүзінде вообще басқаша болады ғой. Иә, ұнап тұрса, әкеңе бір жер ұқсап тұрады, по-любому. Ол туралы ойламаппын мен. Мамашкеге ұқсап тұрады дейтін сияқты ғой жігіттер. Әкеңе бір жер келіп тұрады. Темекі шегеді екеуі де. Тым құндылық жоқ. Жақсы көтереді десе, жақсы көтереді. Әкемнің қасынан шығып тұрған иіс мен күйеуімнен де шығып тұр депші. Бірақ мен де күйеуімді ұқсатады папама. Түрін ұқсай ма? Иә. Андай Қойшы да ұқсайды, қумаш деп андай серьез деп тұрсың. Да? мінездерінде бар шығар бір ұқсастықтар. Мінезін білмеймін. Қыздарына түртіп алатын нәрсеге мен шынымды айтсам мән бермеппін ол нәрсеге. Ешкім түртіп алмай қойсын, қыздар ұқсамайды дейді. Жоқ, көп жағдайда енді менің жағдайымда ұқсайды енді. Жігіттерден еститінмін жиі, мен анама ұқсайтын қыз екенсің, сені алғым келеді. Папама Емелі мамаларыңа ғашықсыңдар ма? Немене білу? жоқ, қарашы енді осыны айтайын деп жатырмын да. Папама ұқсайды десе, андай норм да.
мамам ұқсадың десе стрём ба, сондай сияқты. Маған Қазір екеуі или де сол стрём тема. болып тұр ма? Мен папам ұқсаса бір түрлі сақ, мен папам жақсы көремін базар жақсы. Ё-моё, бір түрлі ғой. жоқ бір жер ұқсау керек дегеніміз ғой, просто бір нәрселері келу керек. Торттың темасына Зачем келген онда екі адам үйге? жоқ, ана қыздар Біреу бүйтіп айтып кетті ғой, қазір торт беріп жатыр ғой, енді берген екен ғой, видеоларын ашып қараса бәрі мамаларына. Мен өзім жеппін тортты бірінші, шүкір десе. А если қызы әкесіне берсе деген? Ешкімге бермей ақ қойыңдар сол тортты. Мен бізде тойда торт болды ма деп кешегі де вообще жоқ, біз андай просто бірге мақсатымыз бірге болу болды да, тойға мән бермегенбіз ғой шынымен. Мен туралы бір факт, біз кешке тойма, мен бір күн бұрын таңдағам көйлекті. Иә, білеміз ғой оны. Мен вообще макияжға да жазылмағам. Сол салонның, Шымкентте сондай бокс бар екен ғой, салоннан киім алсам, макияжын да істеп береді дейтін ше. және қыз жолдастікі Қыз жолдастікі Лауранікі провал болды десе. Лаура сол күні көйлек алып Иә, сондай. өзімнің тойымда кәдімгідей бүйтіп іздеп бардым, бірақ үйлену тойымызда шынымен де бүйтіп сізге қашанға керек деп консультант келіп тұр да. Ертеңге десем, дейді ғой. Өзім бір көйлек сыртынан ұнатып жүре бергем ғой. Әйтеуір Құдайдың қалауымен сол көйлек бос екен да. Алып киіп Қысқасы жаңағы әке шешемен сепарацияның несі ма, темасы ма сонда болу керек. Әкесі, қыздың әкесі болсын, жігіттің анасы болсын, иә. иә андай нәрсе ғой. Ол ұқсату деген сепарация. Жоқ, оған емес, содан шығатын дүние деп жатыр да. Мысалы жаңа Тредста неде даулы мәселе болып кеткен. Ең бірінші анасына торт беру. Жарайды, әлеуметтік желідегі жаңа бірінші анасына тортты беру. Ол жерде енді анасын жақсы көріп тұр деген. Неше түрлі факторлар ойнап тұр ғой. Бірақ кейбір ата-аналар тойда анасы шығын төлеп отыр сосын кейбір ата-аналар бар ғой, қатты сол екі жұптың ортасынан қосылып кететін ше. Солардың өмірін сүріп кететін. Уже ары қарай бұған дейін баласын бақылап келді. Ұйықтап жатқанда есіктеріңді ашып ұйықтаңдар дейтіндер ма? Сондай болды ғой, иә. Сондай да бар. Бұрынғы брагымда деп өтірік сол. Ойдан шығады. Сондай бар екен ғой, есіктеріңді ашып ұйықтаңдар. Мен бұрынғы жігітім сондай айтын деп. Жоқ, негізі иә, түнде неге жуына бересіңдер дейді. Жоқ, бұл нәрселердің бәрін енді біз жай ғана әлеуметтік желілерден оқимыз ғой. Сықырлатып жатпайды екенсіңдер, ұйықтай алмадым деп отыратын мен. Ұйықтайтын кезде су іше бермесең ештей ма? Мен ата-енемен тұрмаймын. Мен де ата-енемен тұрмаймын. Күйеуі де ата-енесімен тұрмайды да, бірақ оқып сол үшін бар. көсемсіп отқандарым болды. Шошисың ғой жаңағындай нәрселерді оқып ше. Шошисың ғой кәдімгідей. Ата-енемен тұрудан қорқып қалады. иә, осы нәрсені мен айтамын да, алдын ала жаңа тұрмысқа шығайын деп жатқан жігітіме, жаным айналайын, мен ата-енеммен тұрғым келмейді, себебі мен 29 жасқа шейін жеке өзім өмір сүрдім. Жаңа 28 деді ме? 29-ға шейін ата-ене түгіл мен әке-шешемен Сен келесі жыл шығайын тұрсың ғой, аузыңа Құдай салып тұр ғой. Сонда бұған дейін ата-анаммен әр тұрған нәрсені жоқпын. ырымға айналдыратын құрбым. Енді ары қарай да үлкен басқа адамның ата-анасымен тұрғым келмейді, кешірші деп ше, жай түсіндіресің ше. И ол нәрсені басында бастап айтып қойсам, одан кейін реніш болмайтын. Отбасының жалғыз ұлы болады, немесе кенже баласы дегендер сонда өмір емес па олардікі? Жоқ, енді андай ғой деп. Одан кейін оларға да ұрынатын қыздар бар ғой, уайымдамашы. Бізден басқа. Не обязательно. Қол көтеріп отыр. Екі апасы бар екен. Данияр, кешір мені. Давай, осы жерден тоқтатайық, біздің ара қатынасымыз. Басталмай бітті десе. Жоқ, ол енді ата-енемен тұру деген қате деп ойламаймын, себебі мен өзім бауырым әке-шешеммен бірге тұрады. Бірақ олар әуел баста келісіп алды сол нәрсені, келінім екеуі. Келінім мен інім шешті, біз қайда тұрамыз, ата-енемізбен тұрамыз ба? Иә, тұрамыз. Жарайды, жақсы деп келісіп келді де, қазір айқай-шу ондай нәрсе жоқ. Иә, бар ғой сондай парасатты қыздар. Біз просто ондай парасатты қыз болмайды. Иә, ми жоқ та бізде уже жайқауымызды. Мен біреуге жұмыс істеуден бірдеңкеден бөлек, мен өзімнің әке-шешеммен максимум бір апта тұра аламын. Шынымен ары қарай. Одан кейін ол үй қанша үлкен болса да, мен әке-шешеммен, мен олармен тұра алмаймын. Себебі мен уже қанша жыл, 11 жыл осы жақта жеке тұрып бөлек өзімнің заңым өзіме солай үйреніп қалғанмын. Маған мүмкін емес нәрсе ол. Маған да қиын болды. Алматыда оқып жұмыс істеп келдім да, енді карантинде Астанаға жұмыс ауыстырған кезде 1 жыл ма, күйеуге шыққанға дейін ата-анаммен тұрдым ғой. Кәдімгідей күнде хайвай. Иә.
иә сөйтіп отыратын қыздармен отырасың түнгі бірде жассың ғой сен қыдырасың мысалы иә қайдасың неге айтпайсың ба ескертпейсің ба деп ата анаң болғасын енді өзің ата анаңа сен келем ғой қазір деп мамаңа айта аласың да ата енеңе сен өйтіп айта алмайсың ғой мысалы сол кезде сен границаң шектеледі да мамаңа не болды звондай бермеші деп айта саласың телефонмен ата енеңе өзім білемін давай деп шығып кете алмайсың ғой если мама біз сөйтейін деп едік иә сөйтіп келейік иә дейсің ғой ата енеңе да мысалы тығылып КВН ойнайсың ғой таныс адамдар көріп қалып айтып қояды ғой сендер әлі КВН ойнап жүрсіңдер ма қойсаңдаршы КВНді иә мысалы ол по-любому сен оны сыйлап тұрасың ол кісінің алдында бір образда немесе оны жақтырмағаннан емес сен ана үйренісіп кетуге уақыт керек сіңісіп кетуге уақыт керек та сол үйге сен по-любому границаң андай біртүрлі болып тұрасың шектеліп иә ол құдай өзі ыңғайлы адамға ата енесімен тұрғызады ыңғайсыз болса тұрғызбайды ғой деп көсемсіп отыр ма деймін қанат ақбота көшіңдер жоқ бірақ санаға да байланысты ғой қыздардың санасына да байланысты енді біз бүйтіп жатқан жоқпыз ғой ойбай сен ата анаң ауырып жатса да маған бәрібір демейсің ғой өзіміздің әке шешеміз бар ол кісілердің жағдайы жетпей жатса өздерін алып тұрып жүруге ол кезде сен оны алып келесің қарайсың бағасың деген сияқты ал оған дейінгі уақытта шекараңды қойып бәрін сызып ол нәрсе не үшін керек ол болашақ отбасыңның нормальный болып қалыптасу үшін керек деген сияқты бұл нәрселер енді қазіргі қыздардың санасында кәдімгідей сіңіп орналасып коучтардан да былай да информация алып не істеген сияқты керісінше қазір біздің мамаларымыз өз келіндерімен тұрғысы келмейді ғой иә менің бала баққысы келмейді шаршайды ғой олар ше бала баққаннан шаршайды мен аяймын мамамды мысалы кейбір кісілер шынымен келіндерімен өйткені баласын бағады ол барлық ене барлық ата жаңағындай бір ақымақ деген сөз емес қой кәдімгідей баласын уайымдап соны немерелерін бағып жүрген кісілер бар кәдімгідей қолғабыс болып ше ұлы мен келініне мысалы сенің мамаң деген сияқты ақботаның өзінің мамасы деген сияқты мамам екі немересінде өзі өсіріп бағып енді жалғыз өзі емес келінімен бірге ғой өсіріп бағып қазір әйтеуір өз-өзімен болып кету дейді ғой баланың әйтеуір еңбектеп жүріп кеткеніне дейін шомылдырып бүйтіп көмектесті өйткені келінім де алғаш рет туып жатыр алғаш рет ана болып жатыр оған да көрсету керек біреу үйрету керек деген сияқты ата енемен тұрудың плюстары ғой жаңағыдай иә қонаққа шықсаң шығып кетесің мысалы біз үйде шығып кете алмаймыз олай деген сияқты бала оннан кейін біз уже ешқайда шыға алмаймыз немесе жалғыз ғана шығамыз деген сияқты бала қалдыратын жер жоқ мысалы қазір күйеуіме баламды қалдырып келіп отырмын деген сияқты ғой Райхан мен Ақбота осы шоуды келіп қатысу үшін 2 сағатқа екеуінің күйеулері үйінде қызы мен баласын алып қалды екеуіне осы орайда алғыс бұл енді кішігірім ғана біздің ойларымыз ғой жалпы талқы біз сияқты 5 түрлі біз қарап отырған қыздар бар шығар және біз сияқты ойланатын бұл шоудың бір форматы да осы кім біз не жарысып сөйлеу сөз бермеу бір-бірімізге бұған дейін енді сахнада жүрдік Ақпен бірге дейтін команда болдық өзіміздің бір деңгейімізге дейін көтерілдік оны жасадық қыздар одан кейін тұрмысқа шықты өз өмірлерін құрды бірақ көпшілігінен сұрап жататын бізден сіздер неге жоқ болып кеттіңіздер сіздердің әңгімелеріңізді сағындық өздеріңізді сағындық деп жатты сондықтан бұл бір сіздермен біздің жақсы көретін көрермендерімізбен бірге отырып айтқан әңгіме деп біліңіздер және бұл шоудың жалғасуы жалғаспауы сіздерге байланысты осында комментарий жазыңыздар бөлісіңіздер өз ойларыңызды жазыңыздар әрбір лүпіл әрбір келген көрермен әрбір пікір біз үшін маңызды сондықтан сіздерді күтеміз жақсы көреміз сіздердің жақсы көретін Ақпен біргелеріңіз және бүгін бізді қолдап келген біздің көрермендерге тағы да алғыс білдіреміз